үшін 2 күн толықтай қатысу керексіңдер. Себебі өздеріңнің ойларында жүрген қандай сұрақтар болады, қандай проблема болады, ойланып жүрген, қорқып жүрген сұрақтардың жауабын аласыңдар. Одан кейін біз сабақта міндетті түрде белсенді болып қатысып отырсаңдар, бұл сендерге өздерің үшін жақсы. Себебі мен сендерге белгілі бір жаңа тақырыпты түсіндірген кезде түсінбей қалатын жер болуы мүмкін, немесе естілмей қалатын жер болуы мүмкін. Сол кезде түсінбеген кез келген сұрақтарды сұрай алу үшін. Одан кейін бір-бірімізге кедергі келтірмеу, яғни бір-бірімізді құрметтеу, боғауыз сөздер айтып, чатта ұрсып кетпеу, яғни бір-бірімізді танымайтын болсақ та. Одан кейін берілген тапсырмаларды орындау. Оқушылар, сендердің жалпы 2 күндегі мақсаттарың осы. Мен сендерге бүгінгі сабақ біткеннен кейін жалпы химияны түсінесіңдер ма, түсінбейсіңдер ма, оны алып кете аласыңдар ма, ары қарап алып кете алмайсыңдар ма, соны орындау үшін арнайы бүгінгі өткен сабаққа байланысты тапсырма, жаттауға арналған дайын чек-листтер базасын беремін. Сондықтан сабақтың соңына дейін қатысу керексіңдер. Өткен қазір сабақтың басына қатысып, потом шығып кететін болсаңдар, сендер ертең ол тапсырманы орындай алмай қаласыңдар. Сондықтан міндетті түрде осы нәрсені ескереміз. Енді келесі, енді қазір мынандай сұрақтар туындап жатырған болуы мүмкін. Біз қазір мына жерде 55-ке жуық оқушы отырмыз. Апай, сіз вообще кімсіз? Мен сізді танымаймын ғой деген сияқты сұрақтар туындауы мүмкін. Кейбір оқушылар TikTok-тан таниды, кейбіреулер Instagram-нан таниды, біреулер WhatsApp-тан таниды, немесе кейбір оқушылар былтырдан бері, яғни жалпы дайындалып келе жатырған оқушылар болуы мүмкін. Енді алдымен өзімді толық таныстырып өтетін болсам, есімім Гүлназ, оқушыларды УБТ-ға 4 жылдан бері дайындап келе жатқан заманауи экспертпін. Яғни осы оқушылар УБТ-ға дайындық кезінде ең маңызды жоспар құруға арналған күнделіктің авторымын. Ескере кететін бір нәрсе, мен сізге кеше осы күнделіктің ішкі құрылымын жіберген болатынмын. Яғни сабақта белсенді болып қатысқан, 2 күн бойы толықтай қатысқан оқушылардың ішінен, мысалы қазір 55 оқушы қатысып отырсыңдар, соның ішінен 3 оқушыны таңдап аламын да. Сендерде мына жерде Дариға деген куратор бар, сол көріп отырады, кім қалай қатысып жатыр, не істеп жатыр. Сендерден сол куратор нақты анықтайтын болады, қай оқушыға осы 3 күнделікті беретіндігімізді. Бұл сендерге тегін билет, жай ғана сабаққа қатысқандарың үшін. Одан кейін барып, жалпы 90% оқушыларым химиядан 40+ балл жинаған. Одан кейін осы химия пәнінде ең негізгі мен оқушыларға айтатын бір ұстаным бар. Ол сұраудан қорықпа, білмей қалудан қорық. Неге бұл нәрсені ұстанып, неге үнемі оқушыларға бұл сөзді айта беремін? Себебі химия пәні біз белгілі бір деңгейде видео сабақты көріп, немесе бір жерден сабақ көріп, әшейін кітапты оқи салып, өзіміз түсіне салатын пән емес. Белгілі бір деңгейде күрделі пәндердің қатарына жатады. Сонымен қатар бұл пәнде бізде теория да бар, есеп те бар. Яғни сондықтан оқушыларда, яғни миында, ойында белгілі бір сұрақтар туындаған кезде көбінесе сұрамай қалады. Соның нәтижесінде олар не істейді? Тақырыпты түсінбейді, тақырыпты түсінбеген екен сұрай алмайды, ұялады. Соның нәтижесінде ол химияны өмір бақи түсінбей өтуі мүмкін. Сондықтан бүгінгі сабаққа қатысып отырсың ба, көріп отырсың ба, міндетті түрде, яғни егер түсінбеген жер болса сұрап, яғни не істейсің? Кез келген өзіңнің ойыңды, пікіріңді білдіре аласың. Одан кейін барып, жалпы Алматы қаласындағы Абай университеті, Қазақ атындағы ұлттық Абай университеті, яғни немесе КазНПУ, сол жақта химия биология пәнінің жалпы мұғалім мамандығын бітіргенмін. Бірақ қазір оқушыларды тек қана химия пәнінен дайындаймын. Одан кейін жалпы туған жерім Жетісай қаласы, оңтүстік Қазақстан өңіріненмін. Одан кейін барып оқушылардың жалпы есінде қандай мұғалім ретінде танылғанмын, химияны үтір нүктесіне дейін оңай, қиындатпай өмірмен байланыстырып түсіндіретін экспертпін. Яғни мені танымайтын оқушылар болатын болса, бүгіннен бастап танисыздар. Енді сіздер өздеріңіз қай қаладансыздар, кім қай өңірден қатысып отыр, және қай сыныпта оқисыздар. Чатқа жаза кетсеңдер, апай мен осынша сыныпта оқимын, осы жақтанмын деген секілді. 11-ші сыныпқа көштім, 10-ші сыныпқа көштім деген секілді. Алматы қаласынан бар екен. Тағы басқа оқушылар Ұлытаудан дейді. Талдықорғаннан 10 сыныпқа көшкен, Ақтөбеден, Талдықорған, Атырау, Семей, Қызылорда, Қазалы, Талдықорған. 10-ға көшкендер, 11-ге көшкендер, Шымкент қаласынан, Ақтөбе қаласынан, яғни бүкіл қай жақтан бар екен. Көбінесе ерді жазып жатқандар, яғни батыс өңірден сияқты. Ерді жазып жатырған чаттағы оқушылар. Алматы, Ақтау, Тараз дейді. Бүкіл жерден бар сияқты, оңтүстік Ақтау дейді. Жақсы. Шығыс Тарбағатай дейді. Бүкіл оңтүстік, солтүстік, бүкіл бар екен мына жерде. Жақсы, кеттік онда.
Енді жалпы бізде ең маңызы, қазір мен бір тақырыпты түсіндірген кезде онда қатты ұзақ бір уақыт кетпейді базаны қалыптастыруға, бірақ біз химияны тек қана біз нөлден бастап үйренеді екенбіз деп тек қана тақырыптарды өтіп кете салғанымыз жеткіліксіз. Белгілі бір деңгейде біз бір нәрсені білу керекпіз. Оқушылар, химия бұл бізде андай оңай әшейін, мысалы геобио немесе жалпы әшейін жаттай салатын, тақырыпқа дайындала салатын пәндердің қатарына жатпайды. Сондықтан бұл жақта бізде есепте, теорияда қатар жүретін болған екен, бізге дайындықты ерте бастау керек. Неге дайындықты ерте бастау керек деген сұраққа жауап беретін болсам, именно химия биология таңдайтын жалпы комбинация бойынша бізде оқушылардың саны 30 мың, яғни 500-ге жуық оқушыларды құрайды. Мына жерге жалпы қарайтын болсақ, наурыз ұбытта таңдалған бейіндік пәндер комбинациялары бойынша, яғни биылғы жылға 30 мыңнан астам оқушылар химия биология таңдаған. Яғни ол деген сөз, мына жерде бізде бүкіл пәндер бар ғой, мысалы химия, физика, математика, физика, биология, химия, шығармашылық деген сияқты. Бірақ ең көбі ол бізде математика мен физика, одан кейін орында тұрған конкуренциясы жоғары, яғни бізде биология, химия болып тұр. Ол дегеніміз, жалпы бізде 100 мыңнан 150 мыңнан астам оқушы бізде ұбт тапсыратын болса, соның 30 мыңнан астамы бізде химия биология таңдайды. Яғни бұл нәрсені не үшін айтып жатырмын? Бізге дайындықты не үшін ерте бастау керек деген сұраққа жауап. Себебі біз егер дайындықты кеш бастайтын болсақ, немесе созылып жүре беретін болсақ, бізде дайындығын ерте бастаған оқушылар алға озып кетеді да. Мысалы, сен жалпы грантқа таласу үшін осы 30 мың оқушының арасында тұрып таласасың грантқа. Мысалы, 30 мың грант бөлінбейді ғой. Сондықтан міндетті түрде біз өзіміздің жалпы бейіндік пәндеріміз бойынша қанша оқушы тапсыратындығын білу керекпіз ең алдымен. Сол кезде біздің миымызға ой келеді. Яғни мен не үшін дайындықты ерте бастаймын деген секілді. Одан кейін 2025, 2026, 2024 жылдары ұбт-ны тапсыру бізде 2 рет, одан алдыңғы жылдардың барлығы 2 мүмкіндік болды. 5 жыл қатарынан 2 мүмкіндік болды. Ал енді 2027 жылы ары қаратып 2028, 29, 30 ары қаратып уже бізде грант ұбт-ны тапсыру бізде бір ғана мүмкіндікті қамтиды. Яғни осы жылғы түлектер, алдыңғы жылғы түлектердің барлығы пайдалана алған нәрсе, оларда мынандай нәрсе болды да. Мысалы, олар ұбт-ға кіріп шығады, бірінші ұбт-тан 80 бала алып, яғни паратта екінші ұбт-сына қатты дайындалып, бір ай уақыт болса 120 бал жинап кетіп жатқан оқушылар болды. Яғни олар бір мүмкіндікте емес, 2 мүмкіндікті пайдалана алды да, олардың грантқа түсу мүмкіндігі өте жоғары болды. Ал сендерде ондай нәрсе жоқ. Сендер қаңтар, наурыз ұбт-ларды тапсырасыңдар да, бірақ ол тек қана платный тапсыруға қана. Яғни грантқа түсуге емес, грантқа түсетін мүмкіндік біреу ғана. Сендерде өзі 4 ғана ұбт болады. Оның ішінде қаңтар, наурыз, тамыз ұбт-лары, яғни сендер ақылы оқуға түсу үшін. Ал сендер мамыр, яғни май, одан кейін барып июнь немесе маусым айларында сендер осы аралықта бір рет ғана ұбт тапсырасыздар. Яғни ұбт тапсыратын уақытта датаны да дұрыс таңдау өте маңызды. Тек қана, яғни бір рет тапсыратын болғаннан кейін жай ғана просто тіркеле салмай. Сондықтан бізде екі негізгі себеп бар. Дайындықты не үшін ерте бастау керек. Яғни бұл жалпылама 5 пән бойынша. Мысалы, сен химия, биология, химия, физика таңдауың мүмкін. Енді осы сабақты көріп отырғаннан кейін сен химия таңдап жатырған оқушысың, я. Енді мен қазір есепті жалпы бүгінгі сабақты толық түсіндірем. Одан кейін сабақтың соңында тағы да мен мына нәрсеге тоқталамын. Біз не үшін химиядан дайындықты ерте бастау керекпіз? Себебі 2025-2026 жылдағы ұбт-ға қарағанда екеуін салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 2025 жылғы ұбт оңайырақ болды. Ал 2026 жылғы ұбт сәл күрделірек болды, оқушыларға сәл ауыр болды. Оның не үшін екендігін түсіндіріп айтам. Егер сендер осы нәрсені білмейтін болсаңдар, көп қатерді жіберіп қоясыңдар. Түсінікті болып жатыр ма оқушылар? Кімде қандай сұрақ бар? Аха, кеттік. Енді неге біз енді химияны түсінбейміз? Химия бізге неге қиын, түсініксіз пән сияқты көрінеді? Давайте өздеріңнің ойларыңды жазып көрсеңдер. Мен мынау үшін қиналам, мына кезде түсінбей қалдым, немесе мен осындай нәрселерді білем деген секілді өз ойларыңды чатқа жазсаңдар, сол арқылы мен сендердің не үшін химияны түсінбей жүргендеріңді білсем. Аха. Давайте жазып көріңіз, неден қиналасыңдар химиядан? Жалпы практика жасамағаннан кейін, есеп шығармағаннан кейін, теориядан кейін дейді, теориядан, есептен ми аштады дейді, органикадан бастап түсінбей қалғам дейді, белгісіз заттарды анықтай алмаймын, 7, 8, 9 сыныптан бәрі мән бермедім, сосын түсінбедім дейді, мен есептен қиналамын, негізгі база бар, период валенттілік туралы білем, есептен қиналам, мүлдем түсінбеймін дейді, органика білмеймін дейді. Яғни бұл жерде әркімнің деңгейі әртүрлі, я. Яғни кейбір оқушылар жалпы биорганиканы біледі, органиканы білмейді, немесе кейбір оқушылар барлығы нөлден бастап дайындалғысы келеді, неден жалпы қалай не істеу керек екендігін
барлығын яғни не істейміз, қамтимыз. Басында мән бермей кетсін, түсінбей кеттім дейді, теория қиын, мүлдем түсінбеймін дейді. Яғни мүлдем түсінбеймін дейтін оқушылар болатын болса, вообще уайымдамай қойсыңдар болады. Негізі жалпы 80% оқушылар осы ұбт-ға тақалған кезде, мысалы 11 сыныпта ол ұбт тапсырады ғой, сол кезде барып қана дайындалады да жоғары результат көрсете береді. Барлығы сен 7 сыныптан жақсы оқығанға байланысты бола бермейді. Көбісі басынан түсінбей кеткен екен, сол 7 сыныпта андай пән болып көрінеді ғой, біз мектепке барамыз, мә химия деген жаңа пән ғой деген сияқты біз солай ойлаймыз да, потом барамыз да мә дейміз да, бір-екі сабаққа қатысам сөйтіп дым түсінбеймін деймін да, сол химияның бетін ашпай кетеміз ғой негізі. Енді ойларымды біліп алдым. Енді біз не үшін химиядан түсінбейтіндігімізді мен ашып бірінші түсіндіріп айтамын. Бізге не үшін химия бастапқы деңгейде қиын болып келеді. Мысалы біз офлайнға барсақ та, онлайнға қатыссақ та, немесе даже сен 7 сыныпта 8, 9, 10, 11-ге дейін сыныптар бар ғой. Сен 10-шы сыныпта түсінбеуі мүмкін, 11-шы сыныпта түсінбеуі мүмкін. Оның негізгі бастапқы деңгейі ол мынада. Біз 7 сыныпта бір рет түсінбей қаламыз ба, ары қаратып химияны 8-де, 9-да, 10-да, 11-де түсіну өте қиын болады. Себебі неге? Себебі бастапқы база химияда басқа пәндерге қарағанда мынандай емес. Мысалы биологияны салыстырмалы түрде айтайын. Биология пәнінде 7 сыныпта біз нелерді өтеміз? Жануарлар, өсімдіктер, ботаника туралы өтеміз да. Оларды өткен кезде біз автоматты оларды түсіне береміз. Өйткені оңай тақырыптар. Биологияда керісінше бірінші 7, 8 деген сияқты оңай болып келеді да, сосын 10-шы, 11-шы сыныпқа барған кезде қиындап кетеді. Сол кезде оқушылар 10 мен 11-шы сыныпта сәл қиналады. Ал химияда наоборот керісінше болады. Егер химияда бастапқы деңгейде жыл сайын оқушылардың жіберетін қателігі мынау. Яғни ол кез келген жерде онлайн, офлайн курстарға қатысады да, бірақ бір нәрсеге назар аудармайды. Ол жерде маған бастапқы базаны дұрыс қалыптастырып бере ала ма? Осы бастапқы база дұрыс болмаса, біз кез келген жерде ол пәнді түсінбейміз. Көп оқушылар былай жүреді. Яғни 1 ай оқиды, 2 ай оқиды, 3 ай оқиды, офлайнға, онлайнға барып көреді да, потом ертең сендерді осы қателікті жіберулері мүмкін. Сондықтан кез келген жерде қандай нәрсеге, қандай мұғаліммен дайындалып жатқандарыңа назар аударыңдар. Бастапқы база деген сөз ол не? Біз бірінші, мысалы, менің есімім Гүлназ болса, мен Гүлназ дегендегі әріптер Г, Ү, Л, Н, А, З, осы әріптерді білуім керек танып. Одан кейін соны мен қатес жаза алуым керек. Гүлназ болса мен Гүлназ, немесе мягкий знакпен әғып, бір әріпін тастап кетіп жазсам, ол автоматтан қате болады. Дұрыс емес қой, мен өмірде өзімнің атымды олай атай алмаймын. Егер мен оны қате қылып жазатын болсам, оны қате қылып оқимын, дұрыс па? Сосын өмірде мен сауатсыз боламын, дұрыс па? Өзінің атын өзі атай алмайды деген секті. Химияда да тура сондай. Егер біз химиядан бастапқы деңгейде біз элементтерді білмесек, потом формуланы дұрыс құрастыра алмасақ, бізде реакция теңдеуін жазып, оны теңестіре алмасақ, бізге ары қаратып есеп шығару да қиын, теорияны түсіну де қиын, жұмбақ заттарды шешу де қиын, органиканы түсіну де қиын деген секілді. Сондықтан бастапқы яғни деңгейі соны дұрыс меңгерген оқушы ғана оны химияны дұрыс алып кете алады. Мысалы, көп оқушыларды білемін, былай жүреді да, яғни онлайн, офлайн қатысады, яғни бүйтіп ойлайды, бастапқы деңгейде көп оқушы өзін былай алдайды. Яғни мен бастапқы деңгейде оқып жүре берейінші, сосын мен екінші айда түсініп кететін шығар. Болмаса үшінші айда түсініп кетемін, болмаса 4-те, 5-те түсініп кетемін деп ойлайды да, сөйтіп 5-6 айла уақытын кетіріп жүре береді. Өзін алдап. Тура осындай қателікті жыл сайын оқушылар жібереді. Сондықтан сендер бұл қателікті жібермеу үшін мен басынан бастап айтып жатырмын. Енді бастапқы база деген не? Және біз химияда не үшін есеп шығара алмаймыз? Оқушылардың химияда есеп шығара алмайтынының бір ғана себебі бар. Ол бағанағы бастапқы база дұрыс емес. Енді мен сендерге қазір бастапқы базаны дұрыстауды, яғни қай жерден қателік жібермеу керек екендігін айтамын. Мысалы, қараңдар, бір есепті көрсетемін. Қазір есепті көрген кезде, апай, не айтып жатырсыз? Мына жерден жазылған нәрселерді түсінбей жатырмын ғой. Мынаның формуласы қандай, ананың формуласы қандай? Неге біз автоматты есептен бастап кеттік деген сияқты сұрақ туындайды. Мен сіздерге қазір бүгінгі сабақта ешқандай есеп шығарып көрсетпеймін. Бірақ бір нәрсені түсіндірем. Бастапқы база деген не? Яғни ол мынандай. Бағанағы мектепке барған сияқты 0-й сыныпқа барамыз ғой біз. 0-ға барғанда біз әріптерді үйренеміз. Мысалы, менің атым Гүлназ. Мен осыны қатесіз жазып Г, Ү, Л, Н, А деп жазалсам, бастапқы базам дұрыс деген сөз. Мысалы, мен егер 0-ға бармай, 1-ші сыныпқа бармай, 2-ші сыныпқа, 3-ші, 4-ші сыныпқа көшіп кете алмаймын ғой, дұрыс па? Тура сол сияқты біз не істей алу керекпіз? Жалпы химияны үйренген кезде бастапқы базаны дұрыстау керекпіз. Ол мысалы мынандай. Натрий 2 СО4 деген бір формула жазам. Сен мына жердегі натрий осы элементтің натрий екендігін білу керексің. Мына элементтің күкірт екендігін білу керексің. Мына элементтің оттек екендігін білу керексің. Және мынау мен элементтерді білдің. Енді мына формуланы дұрыс жазып тұрмын ба деген сияқты. Типа, Гүлназ деген атты дұрыс жазып жатырмын ба деген сияқты. Химияда натрий 2 СО4 дегенді дұрыс жазып тұрмын ба? Немесе мынандай да формула бар. Натрий СО4 деп жазам. Мысалы қара, егер химияда сен натрий СО4 деген, оның атауы менде Гүлназ деген сияқты натрийдің сульфаты деп аталады. Егер сен берілген нәрсені химияда натрийдің сульфаты деп атап, оны оқып жазамайтын болсаң, сен никак есеп шығарамайсың.
Сондықтан көп оқушылар байқамайды, оңай есеп болса да шығарамайды, қиын есеп болса да шығарамайды. Себебі ол ана жерде беріліп тұрған нәрсені жазамайды ол. Мысалы, массасы 10 грамм кальций карбонатын қыздырып айырғанда, қалыпты жағдайда қанша бөлім көміртек 4 валент оксид түзіледі. Сен мына жерде тұрған сөзді қара. Кальций карбонаты. Оның формасы кальций СО3. Осыны сен тура осылай жаза алмасаң, онда сенде бастапқы база жоқ деген сөз. Мысалы, қараңдар, бастапқы база жоқ деген сөз. Натрий СО4-тір, егер сен формуланы бет жазып қойсаң, натрий СО4 деп екісі қалып кетті, сенде екісі жоқ. Егер сен екісі қалдырып, формуланы дұрыс құрастырып жаза алмасаң, не болады деген сөз? Сен онда есептерді автоматын қате шығарасың алдағы уақытта. Түсіндіңдер ма? Сондықтан бізде одан кейін бұл бастапқы базаның өте оңай түрі. Ал енді бізде реакция жаза алу деген не? Мысалы, қараймыз. Бүйтіп айтады. Кальций гидроксиді дейді, массасы 7-4 грамм кальций гидроксиді қанша грамм фосфор қышқылмен әрекеттеседі дейді. Біз осы нәрсені жазамаймыз, потом есеп шығара аламыз. Бір нәрсені ескерейікші. Химиядан, любой дайындығын оқушыдан бастаған оқушыдан бір нәрсені сұрасам, мынандай нәрсе болады. Ол қандай? Мысалы, оқушылар бүйтіп айтады да, химиядан дайындығын бастаған, 4 айдан бері онлайн офлайн қатысып жүреді да, потом бір нәрсеге кезігеді. Бүйтеді, мен негізі есептерді шығара алмаймын, шатасып қала беремін, тек химияның теориясын түсінемін да, теориядан жақсымын да дейді да, бірақ есеп шығара алмаймын. Есте сақтаңдар, химиядан сендер бастапқы деңгейде есеп шығара алмайтын болсаңдар, сендерге ана теорияны оқу да, оны жаттау да түк те қысық болмайды. Яғни, сен өзің қорқып, миыңда түрлі қорқыныштар болып сен сөйтіп жүре бересің. Мысалы, нерге мен жазам, кальцийдің гидроксиді, яғни менде кальций OH2, оған мен не істеймін? Фосфор қышқылы, H3PO4. Міне, сен тура осылай жаза алу керексің осыны. Мына кальций гидроксид деген кезде мына формуланы тура осылай жазу керексің. Мысалы, сен бүйтіп жазып қоймау керексің, кальций OH деп. Екісі қалып кетіп сыртында, немесе үші қалып кетіп, төрті қалып кетіп сөйтіп жазып алу керексің. Бірінші, яғни формуланы құрастыру деген ол мынандай бағанағы. Сен мынандайды дұрыс жазу үйренесің бірінші. Бір формуланың өзін. Кальций OH2 болса, соны дұрыс жазып үйренесің. H3PO4 деген бір қышқылдың формуласы болса, сен соны дұрыс жазып үйренесің бірінші. Бірінші сабақ сол. Ал енді екінші базалық қалыптастыру не? Ол реакцияны жаза алу. Мысалы, кальцийдің гидроксидіне мына затты қосам. Бір зат пен екінші бір затты қосқан кезде менде не пайда болады? Сен сол нәрсені дұрыс шығара алу керексің. Ал көп оқушылар қалай ойлайды? Көп оқушылар былай ойлайды, кальций гидроксидіне, яғни кальций OH2-ге H2PO4 қосқан кезде просто не шығатынын түсінбей отырады. Және оның қайдан шығып жатырғандығын түсінбейді. Егер сен оның қайдан шығып жатырғандығын түсінбейтін болсаң, оқушылар бір-бірімізге кедергі келтірмейміз, я сабақты тыңдаймыз. Яғни, мына жерде бізде кальций гидроксидіне фосфор қышқылын қосқан кезде бізде не болады деген сөз? Мұнда орналасқан мынандай форма шығады. Кальций 3, яғни PO4 мұның қайдан шыққандығын түсіндіремін қазір. Әзірге мынау қайдан шығып жатыр деген сияқты сұрақтар болмай қойса. Яғни кальций 3 PO4 кесірінген плюс менде яғни H2 деген форма шығады. Реакция жазалу деген осы. Қараңдар, бізде ең маңызды массасы 7-4 грамм кальций гидроксидімен қанша грамм фосфор қышқылы әрекеттеседі дейді. Яғни бізде ең маңызды нәрсені ескеру керек. Бізде есептердің барлығы негізі химияда калькулятор шығарады. Бұрынғыдай біз қағазға есептеп отырып шығармаймыз. Калькулятор шығарады. Қазір мен түсіндірем, аха, Гүлназ, дұрыс, айтып берілген затты дұрыс жазу үшін не істеу керек дейді. Мен қазір сол сабақта түсіндіріп өтемін сендерге. Бірінші бастапқы базаның не екендігін түсініп алу керексіңдер да. Түсініп алмай, просто сабақтарға қатыса беретін болсаң, мысалы көп жерде кейбір мұғалімдер болады, химияны жалпы әртүрлі мұғалімдер түсіндіреді, сол кезде кейбір мұғалімдер ойлайды, бұл бастапқы нәрсе ғой, оны 7-ші сыныпта бері өтіп кеткен, бұл қазір 11-ші сыныптың оқушысы ғой, мен оған автоматты есеп шығарудан бастап түсіндіре берейін. Немесе тек 10-ші сыныптың тақырыбынан түсіндіре берейін деп ойлайды, сөйтіп ана оқушы бүйтіп ойлап қалады, 11-ші сыныпқа көшкен, немесе 10-ші сыныпқа көшкенде, мен деген 7-ші сыныптағы, 8-ші сыныптағы тақырыптарды білмеймін ғой, апай неғып маған сразу автоматом 10-ші сыныптан 11-ші сыныптан бастап түсініп кетіп, мен оны түк те қақпаймын, сосын сен ойлап қаласың, отырасың да, мен деген ештеңе түсініп жатқан жоқпын, не үшін химия биология таңдап алдым деп сен отырасың. Сондай нәрсе болмас үшін бастапқы база дұрыс болу керек. Бірінші, мына формуланы дұрыс жаза алу. Бірінші бастапқы база кальций карбонаты деп формула тұрса, сен соны дұрыс жазасың, потом атын дұрыстап атайсың. Сендерге бүгін сол нәрсені үйретем. Сосын кальцийдің гидроксидіне, яғни фосфор қышқылын қосқан кезде кальцийдің фосфатымен H2 түзіледі. Осы нәрсені дұрыс жаза алсақ, мынандай есептердің барлығы өте оңай шығады. Калькуляторға көбейтесің, бөлесің, сол кезде шығады. Сондықтан, енді мен сендерге былай айттым ғой кеше чатта. Мен сендерге бастапқы 3 күнге уақыт беремін деп айттым, я. Мен қазір чатты жаба тұрамын, артық нәрсе жазбаймыз. Қазір басқа оқушылардың барлығының көңілі сол жаққа кетіп қалады, бір-бірімізге кедергі келтірмейміз. Онаны тыңдаймыз. Қазір түсінбей қалған екен, мен не айтып жатыр апай деп ойлап қаласыңдар ше. Сондықтан біз не істейміз? Мына жерде кальцийдің гидроксиді, фосфор қышқылы, кальцийдің фосфаты H2 деп шықты ғой. Енді бізде барлық есептерді калькулятор шығарады. Осы нәрсені дұрыс жаза алмайтын оқушы, химияда формула өте көп, реакция өте көп. Соны дұрыс жаза алған оқушы автомат бүкіл тақырыптардың бәрін оңай түсініп кетеді. Қазір мынандай болған химия.
2025, 2024, 2026 жылдарға қарағандағы өзгеріс не? 2026-да мынандай өзгеріс бар. Егер сен қазір теорияны білмесең, есеп шығара алмайсың. Екеуі бір-бірімен қабаттасып келеді. Біз бұрын бүйте салатын едік қой. Тақырыпты оқимыз, автоматтың сұрақ тікелей келетін еді. Қазір химиядан сұрақтар тікелей автоматтың келе салмайды. Бүйтіп сұрай салмайды саған. Кальций деген қандай элемент деп сұрай салмайды. Оны жасырын түрде барып сұрайды. 1-2-3 балды алу үшін сен 1040 нәрсені еске түсіру керек боласың. Сондықтан біз не істейміз? Бастапқы базаны бүгін дұрыс қалыптастырамыз. Енді кетіп келейік. Бір нәрсені айтайын. Енді бастапқы базаны дұрыс қалыптастыратын уақытта біз бір қателікті жібереміз. Кедергі келтірмейміз бір-бірімізге, оқушылар, жазбаймыз ештеңе. Мен айтам, давайте жазыңдар деп айтам, сол кезде жазамыз, иә. Өйткені қазір оқушылар сабақты көріп отырады, сендердің жазғандарыңды оқып отырады, сосын ми не кетіп қалады ғой. Сондықтан бір-бірімізге кедергі жасамаймыз. Енді бастапқы базаны қалыптастыру кезінде бүкіл оқушы жіберетін бір қателік бар. Қазір оқушылар білесіңдер, онлайн курстар дамыды, офлайн курстар, барлық курстар дамып кетті. Жалпы ұбт-ға дайындалудың өзі, және қандай курсқа қатысам, не істеймін, қандай қателіктерді жібермеу керекпін деген сияқты ойлар болады сендерде. Сондықтан бір нәрсені айтам. Ең маңызды именно басқа пән емес. Әшейін ауызша Қазақстан тарих, дүниежүзі тарих, немесе просто есеп пәнін таңдайтын оқушылар осы қателікті жібермеу керек. Ол қандай қателік? Мұғалім таңдаудан қателеспеу. Мысалы, 3 түрлі мұғалім бар деп ойланды. Бір мұғалім, яғни химияны математиканы тілімен түсіндіреді. Тек теңдеулер жүйесімен, кітапта қалай тұр, тура сондай түсіндіреді. Ештеңені өзгертпейді. Ал кейбір мұғалім болуы мүмкін, ол тұрады да, ол мұғалім оқушылардың түсінбейтіндігін біледі да, потом оны өмірмен байланыстырады. Оқушыларға қазір трендте не болып жатыр, немесе оқушылар қазір не нәрсеге қызығады, сонымен байланыстырып түсіндіреді пәнді. Ал кейбір мұғалімдер болады, не істейді, тек қана ауызша түсіндіреді деген секілді. Яғни кейбіреулер теңдеулер жүйесімен әр мұғалім әртүрлі түсіндіреді. Сондықтан бастапқы базаны қалыптастыратын кезде қай жерге барып қатыссаңдар да, маған бірінші 0-ден бастап үйреткен кезде неден бастап үйретесіз деген сұрақты қою керек. Өйткені кейбір жерде мен байқаймын, кейбір жерде просто бүйтіп ойлайды да, 11-ші сыныптың оқушысы ғой, 10-ші сыныптың оқушысы ғой, ол енді осы уақытқа дейін хотя бы оңай нәрсені білмейді ғой деген сияқты, оңай нәрсені бәрін білетін шығар деген сияқты ой болады да мұғалімдерде. Сосын потом кейбір мұғалімдер оңай есептерден бастап түсіндіріп кете берейінші деп автоматты есептен бастап кетеді. Яғни 0-ден бастап түсіндіріп жатырмын деп айта береді ол. Сондықтан, яғни сендер мынандай нәрсеге қараңдар, мен 11-ші сыныппын, бірақ мен бәрібір 7-ші сыныптың тақырыптарын білмейтін болсам, мен 7-ші сыныптың тақырыптарын білмеймін. Маған бірінші формула құрастырудан бастап, реакция сондай нәрседен бастап үйретіңіз деп айту керек. Себебі сендер байқамайсыңдар, барып қатысасыңдар да, мә апай не айтып жатсыз дейді. Болмаса кейбір жерде барады да, электронды конфигурация, атом құрылысы деген тақырыптан бастап кетеді. Атом, молекула, заттар деген сияқты нәрседен бастайды да. Сен бірінші элемент деген нәрсені танымасаң, формуланы құрастырмасаң, саған есеп шығару вообще қиын болады. Оңай қиын есеп болсын. Сондықтан мұғалім таңдаудан химия таңдайтын оқушылар қателеспеу керек. Осы қателікті ең көп оқушы жібереді. Түсіндіңдер ма? Өйткені химияда бір нәрсені есте сақтап алыңдар. Мен сендерге жаным ашқандықтан айтатырмын. Жылда мынандай ситуациялар болады ше, бүкіл оқушыларда, яғни қазір онлайн дамыған, барады курстарға қатысады, ана оқушы айтты, мына досым айтты, мына курсқа қатыс деген сияқты нәрселерді айтты дейді да, потом курстарды сатып алады. Ол не үшін? Мысалы, сен ойлаш, саған бір досың келіп айтады да, давайте мына курсты сатып алды. Немесе 2026 жылғы бір түлек келіп айтады, давайте осы курсқа қатыс деп. Бірақ сен ол досың, немесе ол сенің танысың сияқты ойлай аласың ба деген сұрақ. Ол бөлек адам, сен бөлек адамсың. Оның қабылдауы бөлек тақырыпты, сенің тақырыпты түсінуің бөлек. Сондықтан екеуің екі түрлі адам болғандықтан, сен шешімді біреуге қабылдатпа. Шешімді ең алдымен өзің қабылда. Яғни тегін сабақтарға қатыс, лагерлеріне қатыс, пробный сабақтарын сұрада, потом егер сен сол курстың пробный сабақтарын көріп, тегін сабақтарына қатысып отырып, сол мұғалімнің түсіндірген сабағын түсінсең ғана курсты сатып ал. Өйткені ертең мынандай ситуация болады. Оқушылар дайындалмайды. Мен көбінесе, яғни бүкіл курстарда бұндай нәрсені айтпайтын. Мен всегда өзім оқушыларға айтам бұл нәрсені. Сен қара, бір курсты сатып аласың, потом, яғни сен ол курстың тегін сабағына ештеңесіне қатыспаңыз, біреу саған реклама етіп жүрді. Твиттен, тиктоктан, инстадан біреу реклама етіп жүрді, сен просто сатып алсаң да, оразында сен оны түсінбей отырасың. Анау вроде ол мұғалімнің түсіндіргенін түсінді да, бірақ сен түсінбейсің. Өйткені сен екеуі екі түрлі адамсыңдар ғой. Сондықтан таңдауды біреуге емес, өзіңе арнау керек. Сен бір курсқа қатысасың да, бір курсқа қатысып төлемін жасап қойғаннан кейін, саған екінші рет ата-анаң курс сатып алып бермейді. Сондықтан ата-анаңды да, яғни міндетті түрде ойлау керексің. Көп оқушылар осы қателікті жібереді. Былай жасайды, бірінші курсқа қатысып алады да, сосын қара, бір курсқа қатысады, потом 5-6 айлап оқып жүреді. Ол бастапқы базасы дұрыс болмай қалады. Бастапқы базаң дұрыс болмай қалғаннан кейін сен өзіңді өтірік алдап оқисың. Үйіңдегілерге айта алмайсың сен. Мен мына курсқа қатысып жатырмын да, потом мен осы курсқа қатысқаннан кейін түсінбей жатырмын. Енді маған екінші рет курс алып бересің ба деп айта алмайсың. Оны бірен-саран оқушылар айта алатын шығар, бірақ көп оқушы бастан айта алмайды. Сондықтан осы қателікті жібермеу керексіңдер. Ең маңызды химия таңдайтын оқушылар мұғалім таңдаудан қателеспеу керексіңдер. Қателестіңдер ме, біттіңдер, жылдың соңына дейін өтірік болып жүресің. Дайындалып жатырған сияқты боласың, үйіндегілер ойлайды, менің балам, менің қызым дайындалып жатыр деп ойлайды да,
потом сен ана курста жүрсің, ештеңе түсініп жүрген жоқсың, бірақ өтірік өз-өзіңді алдап жүрсің, бүйтіп жүресің ше. Сол кезде мен химияны өзім түсінбейтін сияқтымын, негізі вроде қателік мұғалімде емес деген сияқты сөйтіп өз-өзіңді алдап жүре беруі мүмкін. Любой оқушы ол пәнді меңгеріп кете алады, егер шынымен ниеті болып, шынымен дұрыс қатысып отыратын болса, егер оған оқушы түсіне алатын деңгейде соның деңгейімен түсіндірсе. Мысалы, кейбір мұғалімдер болуы мүмкін, сабақтар түсіндіріп жатады да, бірақ яғни ол өзі түсінеді да, бірақ оны түсіндіріп жатқан оқушы түсінбейді. Мысалы, мен көбінесе бастан оқушыларға мынандай нәрсені түсіндіремін, мен оқушының рөліне кіремін. Егер мен осыны оқушыға осылай түсіндірсем, егер мен оқушының рөлінде болсам, мен осыны түсінетін бе едім деген сұрақты қою керексіздер. Сол кезде барып қана мен оқушылармен солай жұмыс жасай аламын. Сондықтан мен сендерден сұраңдар, айтыңдар, давайте нені түсінбей жатсың деп сұрап жатырғанымның негізгі себебі осы жерде. Осы жерге дейін түсінікті ма? Кімде қандай сұрақ бар? Давайте енді жазсаңдар болады. Мен енді қазір уже тақырыпты бастайып, жарты сағатта қазір шашып тастаймыз форма құрастыруды. Бастапқы базаларымды қалыптастырып беремін. Потом мен сендерге мынандай нәрсені айтқам, сабақтың соңына дейін қалмай қатысыңдар оқушылар, өйткені мен осы жерде қатысып отырған оқушылар бар ғой, солардың барлығын скриншот жасаймын. Запись жүріп жатыр, скриншот жасаймын да. Потом не істеймін? Платформаға сендерге ешкімге доступ беремін деп айтқам, сол доступты ашып беремін. Мысалы, кеше 110 оқушыма доступ Google форма, одан кейін Google формадағы сұрақтарға жауап беріп, соны жасады да. Ал бірақ, мысалы, қазір сабақта 60 оқушы ғана отыр деген секілді ғой, 60 оқушы ғана доступ ашылады. Сондықтан енді платформадан мен не ала аламын деген сияқты сұрақ туындайды. Сендер платформадан бастапқы базаларыңды қалыптастырып аласыңдар. Форма құрастыру, реакция жазу, есеп шығаруға дейінгі сабақтар ашық тұрады сендерде. Соларды үйреніп бастапқы базаны қалыптастыра аласыңдар. Сондықтан платформадан мүмкіндікті мен сендерге сол үшін беріп тұрмын. Сол мүмкіндікті пайдаланып қалыңдар. Жақсы, мен сендерден кері байланыс ала алдым, түсінікті болып жатыр екен. Онда кеттік, мен бастаймын сабақты. Енді бірінші біз мынандай нәрседен бастаймыз. Мен сендерге айтпаймын, химия дегеніміз не, химия пәні нені зерттейді деген сияқты, химияны нөлден бастау деген кезде мен сендерге ондай нәрселерді үйретпеймін. Бір нәрседен бастаймыз. Біз бірінші валенттілік деген нәрседен бастаймыз. Яғни біз валенттілік деген нәрсені білуіміз мүмкін, формуларды құрастырамыз мүмкін, бірақ 100% көбінесе оқушылар құрастыра алмайды. Біз жыл сайын оқушыларға анализ жасаймыз. Мысалы, кез келген жалпы дайындығын енді бастап жатырған оқушыдан былай сұрайсың да, мысалы мен қазір сендерден сұрасам, оқушылар деңгейлерін қандай деп сұрасам, көп оқушы айтуы мүмкін, андай өзін жасырады да. Яғни мен химиядан түк білмеймін, мен ештеңе білмеймін, жасай алмаймын, бұндай формулалардың барлығын 100% дұрыс құрастыра аламын деп айтады да, бастапқы базам бар, енді шірейін өле емеспін ғой деп айтады да. Бірақ шынымен бұл тапсырманы орындатып көрсем, жасай алмайды өзімен өзі. Сондықтан, яғни біз бір шындықты ғана реальностьқа көшу керекпіз. Мен шынымен не нәрсені білмеймін. Біз химияда бағана айттым ғой, бір форманы қате жаздым, онда есептерімнің бәрі автоматом қате шығады. Сондықтан біз бастапқы кезеңде форманы дұрыс жазуды үйрену керекпіз. Енді бізде валенттілік деген ұғым бар. Валенттілік дегеніміз бұл бір элемент атомның екінші бір элемент атомның белгілі бір санын өзіне қосып алу қабілеті. Осыны біз валенттілік дейміз. Бұл химия тілімен айтып жатырмын. Ал енді бұның ережесін айтқан кезде ережесін жаттап бізге керек емес. ұбт валенттілік дегеніміз не деген сұраққа келмейді. Бірақ валенттілікке байланысты біз нәрсені білу керекпіз. Ол валенттілік деген қандай? Мысалы, мына жерде бізде Арлан деген бала тұр деп ойлайық. Мына жерде менде Арман деген бала бар. Екеу тұрады да, валенттілік дегеніміз не десе, Арланның қолында 1 деген саны бар, ал Арманның қолында 2 деген саны бар. Осы екеуі бір-бірімен сандарын алмасады. Мен саған мен 1-ді беремін, мен саған 2-ні беремін деген сияқты екеуін бір-бірімен алмасады. Валенттілік дегеніміз химияда просто сол. Яғни ол мынандай, мысалы, натрий деген элемент болса, оттек деген екеу элемент тұрады. Натрийдің менде 1 деген саны болады, оттектің 2 деген саны болады. Осы екеуін, яғни химияда форма құрастыру вообще қиын емес. Бір нәрсе есте сақтау, тек алмастыру, бір-бірімен алмастыру. Формуланы дұрыс құрастыру, элементтердің валенттіліктері болады. Валенттіліктер ол менде мынандай рим цифрларымен белгіленіп тұрады. Яғни 1, 2, 3 деген сияқты осылай белгіленіп тұрады. 4 деген сияқты белгіленіп тұрады. Яғни соларды бір-бірімен алмастырады. Сол кезде ғана барып дұрыс форма шығады. Ал былай, егер сен жалпы валенттілік дегеніміз бір элемент атомның екінші бір элемент атомның өзіне қосып алу қабілеті деп оны жаттап ережесін жүретін болсаң, оны түсінбейсің ережемен. Өйткені химияда ғылыми тілмен жазылған ережелер өте көп. Оның бәрін жаттап жүре беретін болсаң, сен ештеңе түсінбей отырсың өмір бақи. Сондықтан, яғни мына жердегі мен мына мысалы бірінші өмірмен байланыстырдым, ол сендердің естеріңде қалу үшін. Ал екінші бір мысал натрий деген элемент 1 деген санын оттекке береді. Ол бір мына жерде тұрады. Оттек деген элемент 2 деген сан натрийге береді. Сол кезде менде натрий 2, O1 деген форма шығады. Енді бірақ бізде бір нәрсені ескерейік, математика есеп шығаратын пәндерде 1 деген сан ол жазылмайды ғой. Мысалы 1x деген сияқты нәрселер жазылмайды ғой. Просто x деген сияқты болады ғой. Сондықтан біз бұл форманы былай жаза салсақ болады. Натрий 2O деген сияқты валенттілік деп отырғанымыз осы. Енді жалпы бізде бір формула түсініктірек болу үшін бір нәрселерді түсіндірейін. Енді қазір бір сұрақ туындайды, апа енді біз валенттіліктерді қаяқтан табамыз, ол қайда деген сияқты да сұрақтар болуы мүмкін. Мысалы мен бір формуланы жазамын, енді мына жерге алюминий жазамын. Алюминий оттек. Алюминий 3,
оттекте 2 деген сан бар. Алюминий менде үшін оттекке береді, яғни оттектің жоғары жағында 2, алюминийдің жоғары жағында өтеді. Сол кезде менде алюминий 2О деген форма шығады. Бірақ біз ол форманы бүйтіп жазып қойға болмайды. Алюминий О деген сияқты былай қате жазып қоюға болмайды. Қате жазып қойғанда есеп қате шығады. Енді кетіп келесі, мысалы калий деген элемент бар, оттек деген элемент бар. Яғни калий 1, мынада 2 деген сан бар. Мына 2-ні мында береді, мына 1 нерге түседі, бірақ көрінбейді. Калий 2О деген форма шығады. Валенттілік деп отырғанымыз осы. Осы жерге дейін түсінікті ма? Мен қазір тағы да бір мысалдар келтіремін. Валенттіліктердің қандай түрлері болады, соларды айтып өтемін. Енді кетіп келесі, бізде валенттіліктерді біз екіге жіктейміз оқушылар. Тұрақты валенттіліктер және бізде ауыспалы валенттіліктер. Тұрақты деген сөз атап айтып тұр. Кез келген бір ғана элемент бір ғана тұрақтылық валенттілікті көрсетеді. Оның валенттілігі никак ешқашан ауысып кетпейді. Скриншот жасап алсаңдар болады, немесе осы сабақтың слайдын потом сабақтан кейін жіберемін, иә. Мына жерде менде мысалы қандай элемент бар? Натрий деген элемент бар. Натрий тек қана бір валенттілікті көрсетеді. Ол дегенде, мысалы натрий жазам, оттек жазам. Натрий 1, оттек 2 болды ғой. Міне оттек нерде тұр? Оттек тұрақты 2-ні көрсетеді деп тұр. 2 менде мұнда түсті. Оттек натрийдің жоғары жағында 1 нерге түседі. Натрий 2О деген форма шығады. Бірақ ешқашан андай бола алмайды. Натрий жазам, оттек жазам. Натрий менде 2 валентті, оттек 2 валентті деген никак бола алмайды. Өйткені натрий ауыспалы валенттілікті көрсете алмайды. Оған бір ғана тән. Сондықтан біз осы нәрселерді ескеру керекпіз. Сонда бір валенттілікті көрсететін элементтерге, мысалы мұнда орналасқан, яғни сутек, фтор, литий, натрий, калий, рубидий, цезий деген элементтер шығады. Сосын мен қазір сендерге осы нәрсені оқып отқан кезде бір оқушылар элементтердің де атын білмеуі мүмкін, ол это нормально бастапқы кезеңде. Яғни бастапқы кезеңде біз периодтық жүйені қарап отырып қана аңғара береміз, ол периодтық жүйеде жазылып тұр, иә. Одан кейін барып менде 2 валенттіліктерді көрсететіндер оттек, магний, кальций, барий, мырыш. Одан кейін 3 валенттіліктерді көрсететіндер бор және алюминий деген секілді. Енді бір сұрақ туындайды. Ауыспалы валенттіліктердің кезінде. Енді қараңдар, егер элемент бір ғана валенттілікті көрсетсе, ол бір формула түзе алады деген сөз. Ал егер ауыспалы валенттілік деген сөз, бір элемент бірнеше валенттіліктерді көрсетеді. Ол онда бір формула емес, бірнеше формуланы түзе алады. Мысалы, менде мұнда мыс деген элемент бар. Ол 2 және 1 валенттіліктерді көрсетеді. Мысты жазам, оттек жазам. Яғни айтады, 1-ді көрсете алады, сосын 2-ні көрсете алады дейді. Мыс егер 1-ді көрсетсе, яғни оттек тұрақты всегда 2-ні көрсетеді, оны жаттап аламыз. Мына 2 мында түседі, мына 1 мында түседі. Ол бір көрінбейді. Ал егер мыс 2 валентті болса ше деген сияқты сұрақ туындайды. Қараңдар, купрум, одан кейін менде о. Мыс егер 2 болатын болса, оттек менде 2 болатын болса, егер валенттіліктер бірдей болатын болса, оқушылар ол автоматтан қысқарып кетеді. Осы нәрсені есте сақтаңыз. Егер 1 мен 1 келсе, 2 мен 2 келсе, 3 мен 3 келсе, 4 мен 4 келсе, олар автомат қысқарып кетеді. Валенттіліктерді жазған кезде мына мен мынау қысқарады да, купрум О деген формаға қарашы, екеуінде айырмашылық бар ғой. Купрум 2О, одан кейін барып купрум О. Мынаның аяқ жағында 2 деген сан бар, мынада жоқ қой. Онда екеуі екі түрлі формула деген сөз. Екеуі бірдей формула емес деген сөз. Сондықтан біз осы нәрсені не істеу керекпіз? Түсіне алу керекпіз. Ол мынандай ғой. Мысалы, біреудің аты Гүлназ болуы мүмкін да, біреудің аты мынандай болуы мүмкін. Гүлназ болуы мүмкін. Біреуінде Ә болып жазылуы мүмкін, біреуінде А болып жазылуы мүмкін. Бірақ екеуі де Гүлназ деп айтыла береді, екеуінің жазылуы бөлек. Мына жерде де формула сондай. Мына екеуінің атаулары бір-біріне ұқсас, бірақ формулалары да ұқсас, бірақ жазылған кезде біз уже ерекшеліктерді білу керекпіз, иә. Енді кетіп келесі. Бұл менде түсінікті болып жатыр ма? Кімде қандай сұрақ бар тағы? Қазір мен қысқаратын нәрселерді айтамын. Өзі қысқаратын 2-3 нәрсе бар, қалғандардың барлығын формула құрастыру қатты қиын болмайды. Мен сіздерге бүгін осы тақырыпқа байланысты өте көп жұмыс бар, соны жіберемін. Енді ауыспалы валенттіліктер деген бар. Ауыспалы валенттіліктердің ішінде мысалы темір деген элемент болуы мүмкін. Темір 2 мен 3-ті көрсетеді. Темірді жазам, одан кейін барып менде оттек жазам. Темір менде 2-ні көрсетеді, оттек менде 2-ні көрсетеді. Егер темір 2-ні көрсетсе, 2 мен 2 қысқарады да, формула менде феррум болып қалады. Ал темір менде 3-ті көрсетсе ше, темір 3-ті көрсетеді, мынау 2-ні көрсетсе, мына 3 мұнда түседі, мына 2 мұнда түседі. Сол кезде менде феррум 2О деген формула қалады. Енді жазып отырыңдар, мына индекс сан деген болады. Индекс сан деген не? Ол мынау кез келген элементтің аяқ жағында тұратын кішкентай сандар, олар индекс сандар деп аталады. Мысалы, темірдің аяғында индекс сан 2, оттектің аяқ жағындағы индекс саны 3. Атаған кезде осылай атасаңдар болады. Енді бізде бір нәрселерді ескеру керек болады. Қараңдар, егер мына жерде фосфор деген элемент бар, ол 3 пен 5-ті көрсетеді дейді. Фосфорды жазам, оттек жазам. Фосфор 5-ті көрсете алады, оттек всегда 2. Мына 2 мұнда түседі, мынау менде мұнда түседі. P2O5. Енді қазір сендердің ойларынан мындай бір сұрақ туындайды. Апай, біз ол элементтердің қысқаратын, қысқармайтынын қайдан білеміз? Бізде сандар былай бөлінеді. 1, 2, 3, 4, 5, одан кейін 6, 7, 8-ге дейін барады максимум. 10, 11 деген сияқты валенттіліктер жоқ. Яғни бізде тақ сандар болады. Міне 1, 3, одан кейін барып 5, одан кейін 7. Осы сандар ешқашан бір-бірімен қысқармайды. Есте сақталған, бұлар қысқармайды. Мысалы, не жерде қараш?
5 пен 2 келіп тұр ғой. 5 деген ол менде тақсан ғой, дұрыс па? Сондықтан олар қысқармайды, P2 O5 деп ол просто ашин өзі жазыла береді. Ал егер қысқаратын сандар деген ол қандай енді? Соны түсіндіріп өтейін. Мысалы ретінде ол үшін біз мына нәрсеге назар саламыз. Күкірт. Қараңдар. Күкірт менде 2-ні көрсете алады, 2 деген жұп сан. 4-ті көрсете алады, жұп сан. 6 деген жұп сан. Онда мен формулаларды жазамын. Күкірт жазам, оттек жазам. Егер күкірт 4-ті көрсетсе, мынау менде 2-ні көрсетсе, қараңдаршы енді 4 пен 2 деген сан келіп тұр. Екеуі де менде жұп сан. Жұп сандар келсе, олар менде олар қысқарып кетеді. Ол сосын андай сұрақ туындайды қазір оқушыларда ше. Апай біз олардың қысқарып отыра беретінін қалай білеміз деген сияқты. Қысқаратын өзі 2 сан бар. 4 пен 2, 6 мен 2 деген бар. Болды. Қазір оны көрсетемін. Мысалда күкірт бар. Күкірт егер мына жерде менде 6-ны көрсетсе, мына жерде оттек 2-ні көрсетеді. Сонда 6 мен 2. Мынандай сұрақ қоясыңдар ғой. 6 мен 2 бірдей қандай сандарға бөлінеді деген сұрақ. Мысалы, мына жерде 4 пен 2 қандай бірдей санға бөлінеді? Екеуін де 2-ге қысқартсам болады. Қара, 4-ті 2-ге қысқартам, 2 қалады. 2-ні 2-ге қысқартам, ерден 1 қалады. Күкірттің жоғары жағында 2 мына жерге түседі, оттектің жоғары жағында 1 мына жерге түседі. Сол кезде менде SO2 деген формула шығады. Сонда мен формуланы істедім, дұрыс жазып тұрмын деген сөз. Егер мына жерде 6 болса, 6-ны 2-ге қысқартам, 3 қалады, 2-ні 2-ге қысқартам, ерден 1 қалады. Күкірттің жоғары жағында 3 мына жаққа түседі, валенттілік деген бір-бірімен алмасады, X. Ал мына жердегі 1 нерге түседі. Сол кезде менде SO3, сосын SO2 деген формулалар қалады. Қысқаратын сандар осылар ғана. Қалғандары бағанағыдай 1 мен 2, 3 пен 2 деген сияқты солай келе береді. Формуланы құрастырып біз ойлағандай ондай қатты қиын емес. Осы жерге дейін кімде қандай сұрақ бар? Давайте енді сұрақ қойсаңдар болады. Жазып сұрақ қойыңдар немесе микрофондарыңды ашып сұрақ қойыңдар деген секілді. Сұрақтарым бар ма? Мен сіздерге қазір көп форманы құрастыруды үйретемін. Біз қазір сіздерге 5-6 ғана форманы көрсеттім ғой, ол есте қалу үшін бізге өте көп мысал керек. Кеттігенде келесі. Жалпы біз элементтердің ергіштік кестесі бар, иә? Жалпы ергіштік кестесі арқылы біз 1040 форманы құрастыра аламыз. Енді бұл жерде бізге қазір мынау керек болмайды, және мынау керек болмайды. Енді біз кез келген элементтердің, мысалы, энергия валенттіліктерін жазып қойдым ғой. Мысалы, сутек, фтор, литий, натрий, калий, рубидий, цезий деген элементтерді жаздым. Осылардың жалпы менде валенттіліктерді осы жерден қарап жаттасаңдар болады. Немесе валенттіліктердің барлығын элементтердің ергіштік кестесіне көруге болады. Мысалы, қараңдар. Литий деп тұр, литий жоғарында плюс деп тұр, плюс деген сөз ол 1 деген сөз. NH4 деп тұр, яғни плюс деп тұр, ол 1 деген сөз. Мысалы, менде натрийдің жоғары жағында плюс тұр, ол да 1 деген сөз. Магнийдің жоғары жағында плюс 2 тұр, магний 2 валентті деген сөз. Марганецтің жоғары жағында плюс 2 тұр, ол 2 валентті деген сөз. Валенттіліктер сосын 10-15 деген сияқты кете бермейді, олар максимум 7-ге дейін ғана барады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сондықтан формулаларды құрастыру қатты қиын болмайды. Осы жерге дейін түсінікті ма? Мен енді қазір тек просто валенттілік деген ұғымды аштым. Енді бізде химиядан міндетті түрде қиналмай, қашан біз 0-ден бастасақ та жоғары балл жинап, мысалы 45 плюс балдан жоғары балл жинау үшін, 40 плюс балдан жоғары балл жинау үшін, яғни 50 балдың 40 плюс балын, 45 плюс балын алу үшін бірақ нәрсені білу керек. Ол деген нәрсе не? Енді бізде мынандай нәрсе бар. Біз 4 ұғым бар, сол 4 ұғымды шатастырмасақ, біз түсінеміз ары қарап. Ал егер осыны қашан шатастырамыз, біз ары қарап никак түсінбейміз. Енді қараңдар, бізде күрделі заттар деген болды. Енді күрделі заттар деген қаяқтан шықты деген сұрақ туындайды. Кез келген бір зат болады химияда. Химияда заттар болады. Заттар деген ол денелерді құрашындар. Біз заттарды екіге бөлеміз. Яғни жазам нерге? Бірінші жай заттар, одан кейін менде күрделі заттар. Жай заттар деген не дейтін болса, мысалы, периодтық жүйеде кез келген бір элемент бар. Мысалы, литий деген элемент бар. Жалғыз өзі тұрса, ол жай зат. Натрий деген элемент бар. Жалғыз өзі тұрса, жай зат. Кез келген бір элемент жалғыз өзі тұра ма, ол жай зат болып есептелінеді. Көміртек деген элемент тұра ма, ол жай зат. Күкірт деген элемент тұра ма, жай зат. Молибден деген элемент тұра ма, жай зат. Жай заттар дегеніміз химияда осы. Бірақ бізге жай заттарды оқушылардың барлығы оңай ажырата алады. Кез келген элемент ол бізде жай зат болып табылады. Ал енді бірақ оқушылар күрделі заттарды ажырата алмайды. Осыны шатастырады, шатасқаннан кейін оны дұрыс ажырата алмай ма, болды автоматом есеп шықпайды. Есеп шықпағаннан кейін сен химияны түсінбей жатқаныңды түсінесің, настроениең болмайды, дайындалғың келмейді, желанияң болмайды, сондай қойшы деп өтірік жүре бересің. Сондықтан сол нәрсе болмасын, сендерге бүгін осы 4 нәрсені жақсылап ажыратып, 100% есте сақтаудың жолдарын айтамын. Енді бізде күрделі заттар деген болады. Күрделі зат деген не? Уже күрделі деп сөздерді айтып тұр, иә? Құрамы уже 2 немесе одан да көп заттардан тұратын заттарды күрделі заттар деп атаймыз. Мысалы, натрий жалғыз өзі тұрса, жай зат, ал егер натрий 2O деген формуламен тұрса, уже құрамында 2 түрлі элемент бар менде. Қараңдар, натрий деген элемент бар, оттек деген элемент бар. Онда құрамында 2 элемент болса, болды, мына уже күрделі затқа кіреді деген сөз. Ал егер мысалы мен бір формула жазам, H хлор деген формула жазам. Сутек деген элемент бар, хлор деген элемент бар. Екеуі бірігіп тұрма, онда бұл күрделі зат деген сөз. Ал егер мен андай формула жазам, H2S4 деген формула жазам. Нерде сутек деген элемент бар, күкірт деген, оттек деген элемент бар. Құрамында 3 элемент бар. Онда құрамында 3 элемент болса, бұның барлығы бізде күрделі заттар. Мысалы бізде химияда формулалар әртүрлі болып жіктеле береді. Егер сен
бір нәрсені есте сақтап былай айтайын. Бізде периодтық жүйені жасаған Дмитрий Иванович Менделеев, осы Менделеевтің 4 баласы бар деп жаттаймыз. Периодтық жүйені не үшін құрды десе, осы элементтердің ішінде Дмитрий Иванович Менделеевтің 4 баласы бар, ең негізгі. Ол мынандай, күрделі заттар нешеге бөлінеді десек, 4-ке бөлінеді деп айтамыз. Бірінші, олар бізде оксидтер, одан кейін қышқылдар, одан кейін негіздер, одан кейін олар бізде тұздар. Біз осы нәрселерді ара жігін ажыратып, типа мынандай да, ойлаңдар, 4 дос тұр. Мен 4 подругам бар. Гүлназ, қасымда Сымбат, Ақнұр, Фариза деген, менде қасымда 3 подругам тұр, және мен тұрмын, 4 адам болып тұрмын да. Егер біреу келеді да, сырттан біреу келеді да, мысалы, мына 4-еудің атын айтшы десе, қате-қате айтса, уже оның дұрыс емес екендігі түсінікті ғой. Мысалы, сен бүйтетін болсаң, оксид деген мына бір формуланы жазамын саған, натрий 2O. Осының формасы аты кімге жатады десем, сен негіздеп тұрсаң, автоматын бітті, сен химияны түсініп жатқан жоқсың деген сөз. Ал егер мен H-хлор деп жазсам, сен оны тұз деп айтсаң, H-хлор деген тұзға жатады деп айтсаң, болды, сен ойлана бер, сен химияда 7-ші сыныптың тақырыбын әлі дұрыс меңгермегенсің деген сөз. Қиын тақырыптарды қоя бер, нолевойдағы нәрсені түсінбей жатсың деген сөз. Сондықтан, яғни бүгін қазір оксид, қышқыл, негіз, тұз деген ажыратып үйретемін. Қазір 43 кетіпті, қазір 20:00-ге дейін аяқтай аламыз. Бұларды ажыратып өте оңай. Енді кеттік, оксидтерден бастаймыз. Енді біз бірінші элементтерді жіктеп алайық. Элементтерді ажырата алмайтын да оқушылар бар. Біз элементтер периодтық жүйеде 118-ден көп элемент бар, Біз оларды металдар және бізде биметалдар деп жіктейміз. Металдар деген сөз ол қыздар. Қазақстанда мысалы қыздардың саны көп. Есе сақтаған кезде осылай есе сақтаймыз. Қазақстанда қыздардың саны өте көп, ұлдарға қарағанда. Биметалдар, олар менде ұлдар периодтық жүйедегі, ал қыздар Қазақстандағы қыздар. Металдар, қызылмен белгіленіп тұр, ол қыздар, биметалдар, олар бізде ұлдар. Осылай есе сақтаймыз. Периодтық жүйеде өте көп элемент көп. Сен металгім, биметалгім соны ажырата алмасаң, тағы формуланы құрастыру өте қиын. Сондықтан периодтық жүйеде есе сақтап ал. Металдардың саны өте көп, яғни периодтық жүйеде қыздар көп, ал ұлдардың саны санаулы. Осы нәрсені есте сақтаймыз. Мысалы ретінде, мен қазір ұлдарды атап шығам. Осылар ұлдар, қалғандардың бәрі қыздар. Мысалы қараймыз, нерде орналасқан сутек деген элемент бар, белгілеп алсаңдар болады. Бор деген элемент бар, көміртек деген элемент бар, азот, оттек, фтор, хлор, бром, одан кейін йод, астат, одан кейін бар менде күкірт, фосфор, кремний, одан кейін осы элементтер бар, сосын менде мына элементтер бар. Қараңдар. Периодтық жүйеде орналасқан осы элементтер, бұлар бізде биметалдарға жатады. Қалғандардың барлығы менде уже нелерге жатады? Қыздарға жатады. Уже олар менде металдар. Осыны біз ажырата алу керек. Себебі біз қазір мен сіздерге форма құрастыруды үйретіп жатырмын ғой. Әлі біз көп практика жасамадық. Қазір мен практика жасап көрсетемін. Ол үшін біз бағана оксид, негіз, қышқыл, тұздарды ажырату керекпіз. Яғни, сосын біз не істей аламыз? Біз осыларды ажыратсақ, олардың биметал екендігін және металл екендігін ажыратсақ, біз автоматын дұрыс жазамыз форманы. Қателеспейміз, реакцияларды дұрыс құрастыра аламыз. Ал егер сен металлгін, биметаллгін ажыратамайсың ба, болды, бітті. Сенде уже тағы проблема туындайды. Мынау не айтып жатыр деген сияқты. Енді кетіп келесі, бізде ең маңызды күрделі заттар оксидтер. Бірінші, біз Дмитрий Иванович Менделеевтің бірінші баласымен танысамыз. Ең бірінші пайда болған баласы оксидтер. Оксидтер деген не? 2 деген санды еске түсіреміз оксидтер деген кезде. Құрамы 2 ақ элементтен тұратын заттар. Элемент, сосын оттек. Қара енді. Периодтық жүйеде 1040 элемент бар. Периодтық жүйедегі кез келген бір элемент оттек деген элементпен қосылама, сол кезде менде оксидтер пайда болады. Үшінші элемент, төртінші элемент қосылмау керек. Оксид деген не десек, құрамында 2 ақ элемент. 3 болып кетпеу керек, 4, 5, 6 болып кетпеу керек. Сонда оксидтерді сен ажыратшы десем, қазір мен сендерге ажыратып көрсетемші, осыларды түсіндіріп беремін да, сосын мен формулалар жазамын, практика жазамын, сендер сол кезде айтасыңдар. Апай, мынау оксидке жатады, мынау негізге жатады, мынау қышқылға жатады деп. Сен сол кезде соны ажырата алсаң, значит тақырыпты түсініп жатсың деген сөз. Онда кетіп келесі. Мысалы қара, нерде орналасқан менде натрий деген элемент бар. Элементтердің валенттілігін мынаған қараймыз. Біз периодтық жүйеден қарасақ болады, ергіштік кестесінің артынан қарасақ болады. Жаңа ергіштік кестесінің артынан көрсеттім. Жоғары жақтарында жазылып тұрады деп айттым, Міне жоғары жақтарында жазылып тұрады. Ал бізде мына периодтық жүйеден былай қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жоғары жағында рим цифрларымен жазылып тұр. Мына жерде орналасқан мысалы сутек, литий, натрий, калий, одан кейін рубидий, цезий, франций деген элементтердің барлығының валенттілігі 1. Жоғары жағында 1 деген тұрса, бұл менде топ деп аталады. Сол топтың барлығы 1-ді көрсетеді. Ал егер нерде бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий деген элемент тұрса, бұлардың барлығы 2 валенттілікті көрсетеді. Ал егер бор, алюминий, галий, индий, талий на элементтер бар, бұлардың барлығы 3-ті көрсетеді деген сияқты. Сосын ауыспалы валенттіліктерді қалай білемін деген сияқты болады. Оны мына жерден ажыратасыздар. Олар ондай қатты көп болмайды. Енді былай жасаймыз. Оксидтер ол ең оңай, есте сақтай аламыз. Оксидтер десе 2 деген сан еске түсіру керек, және ол қасында оттегі деген элемент болу керек. Мысалы, мен деп жазам,
магнит жазам, оттек жазам. Магний эквивалентті, оттек эквивалентті. 2 мен 2 қысқарып, магний О деген формула шығады. Атын атаған кезде бірінші элементтің атын атаймыз. Мына элементті, ол менде кім болады екен? Ол менде магний деп элементтің атын атайсыз. Қасында оттек болған үшін оксиді деген сөзді қоса саласың. Болды, бірінші дұрыс жазу деген сөз, бірінші дұрыс жаздық. Магний О деп дұрыс жаздық та, сосын оны магний оксид деп атай алдық. Бірақ ешқашан бүйтіп жазып қойға болмайды. Магний О, мынау эквивалентті, мынау эквивалентті, мына екі мында түседі, мына екі мында түседі деп былай жазып қойға болмайды. Валенттіктерді құрастырған кезде бір ғана ереже бар. Егер бірдей сандар келсе қысқартамыз, бірдей емес сандар келсе, оларды ауыстырып жаза береміз. Енді бұл жерден біз формулаларды не істедік, атадық. Енді мынандай сұрақ туындайды қазірше. Оқушылар бір нәрсені жаттаймыз, қараңдар. Периодтық жүйеде менде оттек деген элемент бар. Ол 6-шы топта орналасып, жоғары жағында 6 деп тұр. Бірақ ол 6-шы топта орналасса да, оттек химиядағы ең жиі қолданылатын элемент болғандықтан, ол тұрақты эквиваленттілікті көрсетеді. Осы нәрсені жаттайсыңдар. Бұл периодтық жүйедегі ережеге бағынбайтын элемент. Ол периодтық жүйеде 6-шы топта тұрса, 6-ны көрсетпейді. Ал басқа элементтер көрсетіп, именно оттек көрсетпейді. Сондықтан мен жазам, мысалы, мырышты жазам, оттек жазам. Мырыш менде эквивалентті, оттек менде эквивалентті. 2 мен 2 қысқарады, атын атаған кезде бірінші элемент атаймын, мырыш, қасында оттек болған үшін оксиді. Мырыш оксиді. Бұл құрамында 2 элемент бар. Кеттік енді келесі. Мысалы, мына жерде менде натрий деген элемент бар. Натрий жазам, одан кейін оттек жазам. Натрий 1-ді көрсетеді, оттек 2-ні көрсетеді. Мына 2 мында түседі, мына 1 мында түседі. Бірақ бір көрінбейді. Натрий 2 О, натрийдің оксиді. Бірінші металды атай алсақ, бұл элементті натрий, сосын оксиді. Болды, бітті біз. Қазір мен сендерге мына жерге бірнеше формулаларды жазам, сосын бір ерекшелік бар айтатын. Бағана сендерден мынандай сұрақ туындап, апай, ауыспалы валенттіктерді қалай атаймыз деген сияқты сұрақ туындайды. Енді қараңдар, осы жері қызық. Темір жазам, оттек жазам. Темір жазам, мысалы оттек жазам. Егер менде темір эквиваленттілікті көрсетсе, оттек менде 2-ні көрсетеді. 2 мен 2 қысқарады да, мынаның аты болады. Темір егер 3-ті көрсетсе, оттек менде 2-ні көрсетеді. Мына 2 мында түседі, мына 3 мында түседі. Феррум 2О3 деген формула бар. Бұлардың аттарын қалай атаймыз? Мынаны атаған кезде, яғни темір мына жерде неше валенттілікті көрсетіп тұр, соны жазасың. Атын атаған кезде темір эквивалентті оксиді деп атайсың. Ал егер темір мына жерде 3-ті көрсетіп тұра ма, мысалы, ол темір бізде неше болады деген сөз, 3 валентті оксиді. Сондықтан бағана бүйтіп айттым ғой, типа Гүлназ немесе Гүлназ аты кейбіреуді. Екеуміздің атымыз бір-бірімізге ұқсас, бірақ жазылуы басқа, аталуы басқа. Мына формулада дәл сондай. Мынаның құрамында менде кім бар? Темір бар, оттек бар. Мынаның құрамында да темір бар, оттек бар. Бірақ формулалар әртүрлі, аттары да бір-біріне ұқсас, бірақ сәл басқа. Мынаның аты темірдің эквивалентті оксиді болса, мынаның аты темірдің 3 валентті оксиді. Оксидтер дегеніміз не десе, құрам 2 элементтен тұрады. Енді есте сақтау үшін мысал келтіремін. Литий 2О, кальций О, 2 заттан тұру керек. Магний О, одан кейін барып НО, СО, СО2, немесе бұл жерге цинк О деген сияқты. Қалысында оттек бола ма, 2 элементтен тұра ма, онда ол менде оксидке жатады деген сөз. Оқушылар, оксидтер дегеніміз түсінікті ма? Кімде қандай сұрақ бар? Давайте сұрасаңдар болады. Енді мен келесіге өтем, егер түсінікті болса. Келесі, енді звуктан өшіріп қойайық. Енді бізде осы Дмитрий Иванович Менделеевтің 2-ші баласы, ол бізде негіздер. Енді негіздер деген кезде оқушылар 3 сан еске түсу керек. Құрамында 3 элемент болады бұлардың. Құрамында 3 элемент жаттап аламыз. Оксидтерде 2 элемент болса, бұларда 3 элемент болады. Енді қараңдар, бұлардың жалпы формуласы металл уаш. Бұларда бағана қараңдар, оксидтерде қазір 1 минут. Звугын қосып қойшы. Аха, болды. Қараңдар, бізде оксидтерде құрам 2 элементтен тұрады деп айттық. Ал енді негіздер дегеніміз не дейтін болса, олардың құрамында уже 3 элемент болады. Оларда оттектен бөлек сутек деген элемент болады. Яғни металл уаш деген болады. Мен бағана сендерге металдарды ажыратып үйреніңдер дегенім сол. Яғни егер сен гидроксидтердің мыналардың негізгі атауын бізде гидроксид деп атайды. Қазір жазайын сендерге. Гидроксид. Енді қараңдар, гидроксид деп не үшін атайды? Уаш болған үшін гидроксид деп атайды. Қара, гидр деген сөз құрамында сутек болған үшін, оксид деген сөз құрамында оттек болған үшін, гидроксид деген сөз бізде сол жақтан шыққан. Енді қараңдар, енді периодтық жүйеде металдарды қалай ажыратамын деген сияқты сұрақ туындайды. Мына жерде шатасып кетсемші бейметалдармен деген сияқты сұрақтар болады ғой. Сол кезде біз мынандай нәрсеге келеміз. Оқушылар, қараңдар, мына жерде орналасқан қараңдар,
міне литийден бастап, литийден бастап, стронцийға дейінгілердің барлығы металдар. Металдарды ажырата алмай жатырмын деген сияқты сұрақ болса, осы жақтан не істейміз? Жалпы металдарды қарай саламыз. Периодтық жүйенің алдын ашпайық, мына жақта металдар бар екендігін білсеңдер болады. Металдарды ажырата алмай жатырмын деген оқушыларға жауап осы жерде. Негіздер дегеніміз ол металдан және OH гидроксил топтарынан тұратын заттар. Ал енді қараңдар, мыналарға назар аударыңдар. Апай, мынау не деп? Тек мынаған назар аударайықшы. Қазір енді осылардың атын құрап, формасын жазуды үйренем. Осыны ажырата алсаңдар, сендерде қатты проблема болмайды. OH пен сутекті алып тастайсың. Мына жердегі OH мынаның атауы OH деген ол гидроксид деп аталады дедім, я? Гидроксид. Гидроксид деген сөз қайдан шыққандығын түсіндірдім. Осы жердегі мына OH дегеніміз кез келген литиймен, калиймен, натриймен, күміспен, бариймен, кальциймен бәрімен қосылады да, нәтижесінде гидроксид түзеді. Мысалы, сендер периодтық жүйені ашып отырыңдар, нерде сендерге кішкентай болып, онша көрінбей қалуы мүмкін. Қараңдар, мына жерде енді менде не бар? Магний деген элементті аламын. Мысалы, магнийден бастамайын бірінші. Қазір сендерде сұрақ туындап кетеді. Бірінші бір валентіліктерден бастаймыз. Мысалы, менде қандай элемент бар? Мына жерде менде натрий деген элемент бар. Осыдан бастаймын. Натрий деген элементті аламын. Натрий, одан кейін бар, болған OH гидроксил топтарын қоса салам. Енді қара, OH гидроксил топтарының жоғары жағында менде мынандай нәрсе бар. OH гидроксил топтарына төбе жағына қараңдар, минус деген тұр. Минус деген сөз, ол минус немесе плюс деп келсе, ол бірақ валентті деген мағынаны білдіреді. Ал натрий жоғары жағында плюс деген бар. Плюс деген сөз плюс 1, минус деген минус 1 деген мағынаны білдіреді. Егер 1 мен 1 келсе, форма қысқарып кетеді, сол кезде натрий OH деген форманың шығады. Валенттілік кезінде бағанада біз алмастыратын едік қой. Сол жүріп жатыр, егер бірақ бірдей сандар келіп болса, олар қысқарады. Енді мынаның атын атаймыз. Бірінші элементті атаймыз, натрий. Одан кейін барып, OH қасында тұратын болса, мына сөзді қоса саламыз. Натрий гидроксиді. Енді келесі, калий деген элемент бар, мысалы калий плюсті көрсетеді, ол OH гидроксил топтарымен қосылады. Мына екеуін қысқартамын, бірмен бір қысқарады, калий OH деген форма қалады. Атын атаған кезде калий, бірінші элементті атайсың, қасында OH гидроксил тобын қосқан кезде калий гидроксиді деп қоса саласың. Болды, сөйтіп формаларды шығарасың. Бұл сендерге көрсеткен бір валентті элементтер ғана. Мен қазір екі валенттілік элементтерді көрсетсем, уже ол кезде де бір белгілі бір ережелерді білу керек. Әшейін осыны ғана түсініп алсам, бүкіл форманы жазып кете беремін деген сөз емес. Мысалы, менде мынандай нәрсе бар. Магний деген элемент бар. Магний плюс 2-ні көрсетеді, ол OH гидроксил топтарымен қосылады. OH минусты көрсетеді. Магнийдің валенттілігі 2 енді. Ол бүйтіп түсіріп қояды көп оқушылар. Магний, OH 2 еселенген. Магнийдің жоғары жағында валенттілігі мына OH-ның сыртынан қаптау керек. Сол кезде былай жазып қоятын оқушылар бар. Осы форма қате. Өйткені гидроксидтің құрамында сенде 2 элемент бар ғой, осының сыртынан қаптау керек ол. Сондықтан сен жазған кезде былай жазасың. Қара, магний, жерде OH тұр, магний сенде плюс 2-ні көрсетсе, мынау сенде минусты көрсетеді. Магнийдің жоғары жағында 2-нан сыртынан қаптау керек. Магний, OH 2 еселенген деп осылай қаптау керек. Ал егер сен бүйтіп жазып қойсаң, қарашы, мына жерде орналасқан сыртында 2-ні екеуінің сыртынан жазсаң, мына 2 ішіндегі оттекке де сутекке де тиесілі болады. Ал егер сен мына жерде магний OH2 деп шақшасыз жазып қойсаң, мына 2 деген ол тек сутек деген элементке ғана тиесілі болып қалады. Ал сен ішіндегі 2 элементке де оттекке де сутекке де тиесілі болу үшін сен сыртынан 2-мен қаптап жазасың. Ал енді басқа валенттіліктерді құрастырып көрейік. Мысалы, мынаның атын атайыншы енді. Бірінші атаған кезде магний деп атайсың, элементті магний, OH тобы тұрған үшін гидроксиді. Магний гидроксиді. Болды, осылай не істей береміз? Атай береді екенбіз. Енді қазір мына жерде бір нәрсені көрсетемін. Басқа элементтерді қарастырайық. Мысалы, менде алюминий деген элемент бар. Алюминийді алам, алюминий плюс 3-ті көрсетеді. Ол менде OH гидроксил топтарымен істейді, қосылады. Қосылған кезде алюминийдің жоғары жағындағы 3 бізде алюминий OH-тың сыртынан қаптайды. Алюминий OH деген формула қалады. Енді бір сұрақ туындайды, апай валенттіліктер ауысып жатқан жоқ, мына жерде деген сияқты ауысып жатыр. Мысалы, жерде OH гидроксил топтар жағында минус деген бар да, минус деген ол алюминийдің аяқ жағына түседі да, бір деген ол көрінбей қалады. Сондықтан біз оны алюминий OH деп жазып жатырмыз. Мынаның атын атаған кезде бірінші элементті атаймыз, алюминий OH болған үшін гидроксидті деп атаймыз. Сонда алюминий гидроксид деп атай береміз. Гидроксидтер дегеніміз не дейтін болса, мысалы, нерге жазам? Хром OH3. Нерге жазам? Натрий OH. Одан кейін барып менде мысалы алюминий OH3. Одан кейін литий OH, одан кейін цезий OH. Барлығының құрамында 3-ақ элемент бар. Сондықтан негіздер дегеніміз сол. Мысалы, хром деген бір элемент, оттек деген элемент, сутек деген элемент. 3-ақ элемент. Натрий деген элемент, оттек деген элемент, сутек деген элемент. Сондықтан 3-ақ элемент бар. Сонда негіздер дегеніміз, немесе гидроксидтер дегеніміз не дейтін болса, құрамы бірінші металдан, және 3-ақ элементтен, және оттектен, сутектен тұратын заттар, олар бізде негіздер немесе гидроксидтер деп аталады екен. Кімде қандай сұрақ бар? Негіздер немесе гидроксидтер бойынша оқушылар?
Қазір менде екі ақ нәрсені түсіндірсем, сонымен мен сабақты аяқтаймын. Сонымен ертең жалғастырамыз. Не тапсырма орындайсыңдар, соны айтамын, иә. Өйткені сендер, мен сендерге жалпы сабақтан кейін өте көп практика беремін. Сендер қиналмайсыңдар. Негіз деген оксид деген атауын атап, автомат үйреніп кетесіңдер. Енді келесі бізде қышқылдар деген бар. Енді мына жерде сұрақтарыңа жауап беріп жүрейін, иә. Мына жерде айтады, барлығы жақшада жазылама дейді. Именно валентліктері жалпы әртүрлілер жақшамен жазылады. Жақшасыз жазуға болмайды. Қазір 1 минут, иә. Чатты жауып жібере салайын мен. Соңына кірген оқушылар бар екенші. Аха, болды. Не дейді? Соңғы жағы менде не дейді? Түсініксіз болып қалды дейді. Қай жері басынан түсіндірейін бе? Соңғы жағы түсініксіз болып қалды. Мына жердегі просто, яғни қараңдар, мына жердегі кез келген металды мына OH гидроксил топтарымен қосамыз. Сол кезде бізде гидроксидтер пайда болады. Мына жердегі соңғы жағы болғанда мыналарды айтып жатсыздар ғой. Неге оларды бірден жазып кеттіңіз деген сияқты. Мен оны түсінікті болу үшін ғана жаздым ше, андай артындағы OH гидроксил топтарынан қараң деп. Мысалы мен нерге жазайын? Нерде орналасқан? Хром, OH. Мысалы қараңдар, хром деген элементтің жоғары жағында +3 бар. OH-тың жоғары жағында минус бар. Просто так сендерде андай өмірді қинатпаңдар, оқушылар. Алмастырып жаза салыңдар. Сендер мына валенттіктер жоғары жағынан қарайсыңдар. Қазір мына жерде периодтық жүйедегі жоғары жағында нәрсе сендерге көрінбей тұрған болуы мүмкін. Сондықтан өздерің кітаптан немесе периодтық жүйелерді ашып қараңдар. Мына OH-ты, яғни хром жоғары жағында 3 деп тұр ғой, соны мына OH-тың сыртынан қаптаймыз. Мына OH-тың жоғары жағында минус деген бір валенттік бар, ол хромның аяқ жағына түседі. Яғни жерде сонда менде хром OH3 деген формула шығады. Ал минусқа минус болса ше қалай болады дейді. Минусқа минус деген формулалар ондай болмайды. Вообще болмайды. Минус пен минус деген болмайды. Тек плюс пен минус деген ғана болады. Минус пен минус болса да ештеңе болмайды. Оларды қысқарта бересіңдер, бірдей болса. Мысалы, мынандай ғой. Мына жерде орналасқан, мысалы, калий OH болса, OH минусты, мынау плюсті көрсетеді. Мынамен мынау бірмен бір қысқарады. Сөйтіп калий OH, немесе калий гидроксид деген формула шыға береді. Бірақ химияда минус пен минус деген нәрсе келмейді ешқашан. Ондай формулалар жоқ. Сондықтан мен оны түсіндірген жоқпын сендерге. Келесі күрделі заттар, олар бізде үшінші қышқылдар деп аталады. Қышқылдар неден тұрады? Енді есте сақтап бір қайталайын. Оксидтер дегеніміз не десе, құрам 2 ақ элементтен тұратын, біреуі міндетті түрде оттек болып келетін қосылыстар оксидтер болды. Ал негіздер немесе гидроксидтер дегеніміз құрамы үш ақ элементтен тұрады, оның құрамында оттектен бөлек сутек деген элемент болады, яғни 2 элемент болады. Ал енді бізде Дмитрий Иванович Менделеевтің 3-ші баласы қышқылдар. Қышқылдар дегеніміз неден тұрады? Осы ерекше кестесін аламыз. Сол жерде мына металдардың бәрін өшіріп тастаймыз. Қышқылдар деген қалай құралады деген сұрақ туындайды енді. Мына жерде орналасқан қараңдар, сутек деген элемент, мына жерде бізде қышқылдың қалдықтары деген бар. Бізде енді химияда қышқылдың формулаларын өзіміз құрастыра алмаймыз автоматом. Олар химияда өзгеріссіз нақты бар. Мысалы, біз оксидтердің формуласын өзіміз шығара аламыз, гидроксидтерді жаңағыдай құрастыра аламыз, ал қышқылдар автоматом бар. Оларды түсіндірейік. Қараңдар, қышқылдар деген болады, қышқылдың қалдықтары деген болады. Қышқылдарды біз енді бұл химияда олардың аттарымен өзіміз жаттаймыз. Көп оқушылар бастапқы базаны қалыптастырған кезде берілген қышқылдардың аттарын жаттамайды, қышқылдарды білмейтін оқушылар, онда олар ертең тағы есеп шығара алмайды. Бітті. Сөйтіп сендерде 22-ге негізі қышқылдардың саны өте көп, бірақ мына жерге мен ең көп қолданылатын қышқылдардың формуласын жазып қойдым. Есеп шығарған кезде, мысалы, күкірт қышқылының формуласы қандай болады десе, сен жаза алу керексің, H2 деп. Ол үшін сен мынаны жаттайсың. Бағана оксидтер, негіздер деген кезде сен жаттамайсың оны. Мына гидроксид, мынау оксид деп сен жаттамайсың оны. Ал бірақ қышқылдарды міндетті түрде жаттайсың. Ал қышқылдарды қалай ажыратамыз? Олар мысалы H2 деген қайдан пайда болды деген сұрақ туындайды енді. Қараңдар, ол мына жақтан пайда болды. Сутек деген элементпен мысалы мына NO3 қосылады. Сутек нерде плюсті көрсетеді, NO3 мына жерде менде минусты көрсетеді. Мына бірмен бір қысқарады да, мына жерде менен мындай формула шығады. HNO3 деген формула шығады. Енді қараңдар, мына жақта менде HNO3 деген формула бар. Міне. HNO3, оның атауы менде азот қышқылы. Оның атын мен өзім қоя алмаймын. Есте сақтаймыз, қышқылдардың аттарын өзіміз қоя алмаймыз. Оны ғалымдар уже шығарып қойған. Оны өзгерте де алмаймыз.
Бұл өзгеріссіз. Сосын мына жерде кез келген сутек деген элемент яғни фтормен қосылады. Мысалы, сутек плюсті, фтор минусты көрсетеді. Бір мен бір қысқарады да, бұл жерден менен H фтор деген форма шығады. Одан кейін мына жерде хлормен қосылады енді сутек. Сутек менде плюсті, хлор менде минусты көрсетеді. Бір мен бір қысқарады да, мына жерден менен H хлор деген форма шығады. Енді келесі мына жердегі сутек мысалы мынамен қосылады енді SO4 пен. Сутек мына жерде менде плюсті көрсетеді, SO4 мысалы мына жерде минус 2-ні көрсетеді. Енді уже валенттіктер бірдей болмаған кезде ауысады деп едім ғой, сол жүреді. Сутектің жоғары жағында бір мына жерге түседі, бірақ SO4-тің жоғары жағында 2, мынаның аяқ жағына түседі. Сол кезде менде мынандай форма шығады, H2SO4 деген форма шығады. Сондықтан мына жердегі мысалы күкірт қышқылы H2SO4 деген формула осы жерден шыққан. Мысалы тағы да бір формулаларды құрастырып көрсетейін. Енді мына жерде мындай формула бар. Сутек деген элемент бар. Одан кейін мына жерде менде Po4 деген -3 бар. Міне ол мына жерде тұр. Қараңдар, Po4-тің жоғары жағында -Po4 -3 деп тұр. Енді бұны құрастырған кезде сутектің бірі мынаның аяқ жағына түседі, Po4-тің жоғары жағында 3, сутектің аяқ жағында валенттік деген сөз ауысады бір-бірімен. Сонда мына жерде менен мынандай форма шығады. H3Po4 деген формула шығады екен. Қышқылдардың формасы осылай шығады. Енді бірақ мынандай сұрақ туындайды. Апай, біз қышқылдарды қалай есте сақтаймыз? Қышқылдардың бірінші элементі сутектен және қышқылдың қалдығынан тұрады. Бұлардың да құрамы 3 заттан тұрады. Бірақ бұлардың айырмашылығы не? Бірінші элементі бірақ сутек болады. Басқа элемент болмайды. Қышқылдарды қалай оңай ажыратамын десең, қара. Есте сақтаудың бірақ жолы бар. Сутек барлығы бірінші сутек деген H деген элементтен басталады. Онда ол бізде қышқылдар болады. Мысалы, қараш, мен саған екі формула жазамын мына жерге. Натрий 2S4 деп жазам. Сосын мына жерге саған H2S4 деп жазам. Мынаны натрий 2S4 бірінші элементі сутек емес қой, онда мынау қышқылға жатпайды деген сөз. Ал егер мынаның бірінші элементі сутектен басталды ма, онда бұл қышқылға жатады. Мынандай формула жазам, мысалы, натрий NO3 деген формула жазам да, сосын HNO3 деген формула жазам. Ал бірінші сутектен басталды, мынау қышқылға жатады. Мына бірінші элемент сутек жоқ, онда мынау қышқылға жатпайды деген сөз. Бағанағы сендерге түсіндіріп жатырған сол. Оксид дегеніміз не десе құрамы 2 элемент, ал негіз дегеніміз не десе құрамы 3 элемент, оның құрамында оттек пен сутек бар. Қышқылдар дегеніміз не десе бірінші элемент автоматом сутектен басталу керек. Түсініп жатсыңдар ма оқушылар, кімде қандай сұрақ бар? Енді қазір қышқыл қалдықтары деген ұғымды түсіндірем. Қышқыл қалдықтары деген ол қандай мағына білдіреді? Ол атау қаяқтан шыққан. Мысалы, кез келген бізде бір не болады? Қазір уже аяқтаймыз, иә? Бір 10 минутта, сондықтан шықпаймыз. Қараңдар, мысалы менде H2S4 деген қышқыл болса, қышқылдың қалдығы деген не сұрақ? Қараңдар, мына жерде сутектің артында тұратынның барлығы, бүйтіп айттым ғой, қараңдаршы, есте сақтаңдаршы, кез келген бір элемент немесе жалпы қышқылдар дегеніміз бірінші элемент сутектен басталады дедім ғой. Мысалы мен мына жерге HNO3 деп жазам. Қышқыл қалдықтарын ажыратамайтын да оқушылар бар. H3Po4. Мысалы мен 3 қышқылдың формасын жаздым да. Енді бұның ішіндегі қышқыл қалдықтары кім дейтін болса, ол мынау. Сутектің артында тұрғандардың барлық қышқыл қалдықтарына жатады. Сутектің артында мынау тұрма, онда мына жердегі менде SO4, NO3, Po4 бұлардың барлығы қышқыл қалдықтарына жатады. Оның аттарын жерге жазып қойдым. Мына файлын сендерге жіберемін, иә, чатқа. Яғни қараңдар, SO4 оның аты сульфат деп аталады, қышқылдың қалдығы. SO3 сульфид қышқыл қалдығы. Яғни NO3 нитрат қышқыл қалдығы. Қышқылдар қанша қышқыл болса, соған сәйкес келетін, мысалы 22 қышқыл болса, 22 қышқылға сәйкес келетін қышқыл қалдығы болады. Біз осы нәрсені білу керекпіз. Біз қараңдар, бастапқы базаны қалыптастыратындар деп айттым ғой, платформадан сабақ беремін деп айттым ғой, сол кезде келесі бір тақырыпты түсіне алу үшін есте сақтаңдар. Осыны жаттаңдар. Осының бәрін жаттау керекпіз. Мен сендерге ертең жаттау жолдарын түсіндіріп айтып беремін. Қазір бүгінгі бір сабақта біз бұның бәрін қамти алмаймыз да. Сондықтан мен сендерге осы қышқылдарды түсіндірдім. Енді бізде ең соңғысы қалды. Осы Менделеевтің 4-ші баласы, ол бізде тұздар деп аталады. Енді бір қайталайым, оксидтер дегеніміз құрам 2 элементтен тұратын, біреуі міндетті түрде оттек болып келетін қосылыстар. Ал негіздер немесе OH гидроксил топтары дегеніміз құрам 3 элементтен тұрады, оның біреуі оттек, біреуі сутек болып келеді. Ал қышқылдар дегеніміз не десе, бірінші элементі сутектен басталатын заттар. Ал енді тұздар дегеніміз не деген сияқты сұрақ туындайды. Тұздар дегеніміз кәдімгі үйде тамақ ішетін тұз. Бірақ олардың біз үйде тамақ ішетін тұздың формуласы, оның формуласы натрий хлор деп аталады. Бірақ енді бізде 1040 тұздар бар химияда. Олардың формуласын қалай қарастырамыз? Енді олардың формуласы металдан және қышқыл қалдығынан тұрады. Енді мен сендерге жаңа қышқыл қалдықтары қайда тұратынын айттым, металдар қайда тұратынын айттым. Мен қараңдар, мынаны алып тастаймын да, мынаны алып тастаймын. Қара, металдар олар қайда? Мына жердегі металл деп тұр, мына жерде орналасқанның барлығы олар бізде металл. Мынадан басқасы, адам басқасы. Қалғандары металл. Осы жерде кез келген бір металлды қараңдар. Мыналар менде қышқылдың қалдықтары.
қышқылдың қалдықтары. Кез келген бір металмен астында тұрған қышқыл қалдықтары қосылады ғой, сол кезде сенде тұз пайда болады. Тұздардың формасын бәрін бүйтіп жаттап жүріп қажет емес. Біз осы жерге қарай саламыз да, құрастыра саламыз, қарай саламыз, құрастыра саламыз. Енді мысалы мен бір тұздың формасын құрастырамын. Мысалы, мына жерде натрий бар, оған NO3-ті қосамын. Натрий, одан кейін барып менде NO3. NO3 минусты көрсетеді, натрий плюсты көрсетеді. Бірмен бір қысқарады, натрий NO3 деген тұздың формасы шығады. Енді қара, металл бірінші орналасқан, қышқыл қалдығы одан кейін орналасқан. Тағы бір форма құрастырамын. Мерде мысалы барий деген элемент бар, оны мына жердегі SO4-пен қосамын. Мысалы менде барий плюс 2-ні көрсетеді, SO4 ол менде минус 2-ні көрсетеді. 2 мен 2 валенттілік бірдей бола ма, қысқарады. Сол кезде менде мынандай форма шығады. Барий SO4 деген формасы шығады. Енді бұл менде тұз. Мына жердегі қара, металл ол менде барий, қышқыл қалдығы ол менде SO4. Ал енді мен тұздардың формасын барлығын осылай құрастыра берсем болады. Мен сендерге қазір, яғни үй жұмыстарына осындай өте көп тапсырма беремін. Сол кезде сен автомат жаттайсың, қышқыл қалдықтарын отырып, мына қышқыл формасын андай деп жаттап керек емес болып қалады. Сөйтіп мына жерде басқа форманы ауыстырайын енді. Мысалы менде магний деген элемент бар, оны мен хлормен қосам нердегі. Магний қышқыл қалдығымен қосам хлор. Хлор минусты көрсетіп тұр, магний плюс 2-ні көрсетіп тұр. Хлордың жоғары жағында минус, магнийдің аяқ жағына түседі, бірақ көрінбейді. Магнийдің жоғары жағында 2, мынау хлордың аяқ жағына барады. Сол кезде менде мынандай форма шығады. Магний хлор 2. Осы форма осылай қалады. Ешқашан бүйтіп жазып қойға болмайды. Магний хлор деген форма жоқ ешқашан. Сондықтан мына форманы дұрыс жаза алу бізге маңызды. Енді мына жерде мырыш деген элемент бар. Мысалы, мырыш плюс 2-ні көрсет, қарандар. Одан кейін барып менде мына жерде мындай формула бар. Силициум O3 деген формула бар, қарандар. Силициум O3 минус 2-ні көрсет. Бұл 2 мен 2 қысқарады да, мына жерде мындай формула шығады. Цинк, силициум O3. Енді мен сендерге бұл жерде тұздардың несін үйреттім, жазуын үйреттім ғой, енді атауын үйретемін. Түсінікті ма, осы жерге дейін кімде қандай сұрақ бар? Мына бәрін бүйтіп форма құрастырып шықсындар болады. Қазір ол толық түсінікті болу үшін тапсырма беремін, сосын автомат орындап істейсіңдер, иә? Кеттік онда келесі. Енді біз аттарын қалай атаймыз? Мен бүйтіп айттым ғой, тұздар дегеніміз не десе, металдан және қышқылдың қалдығынан тұратын заттар деп айттым, иә, оқушылар сендерге. Енді бізде не нәрсеге назар аудару керекпіз деген сұрақ. Енді металл, кез келген бір металл алам. Периодтық жерден мына жерден бір металл аламын. Мысалы, мыс деген элемент аламын. Мыс мына жерден мынайды көрсетіп тұр менде. Купрум плюс 2-ні көрсетіп тұр. Қышқыл қалдықтарына қосамда тұздың формасын шығарамын. Қазір мына жерден 1040 тұзды қоямын. Қазір уже осымен аяқтаймын. Аяқтағаннан кейін сендерден мен андай практика жасау үшін түсінген түсінбегендерін анықтаймын. Қара енді қышқыл қалдығы мысалы сульфат деп тұр. SO4-ті қосам. SO4 минус 2. 2 мен 2-ні қысқартам, сол кезде менде мынандай форма шығады. Купрум SO4. Енді осының атын қалай атаймыз? Мынаның атын атаған кезде, мына элементтің аты мыс. Одан кейін барып мынаның атауы SO4-тің атауын қара, сульфат. Атын атаған кезде мыс сульфаты деп атайсың. Атын біз осылай атаймыз. Ал егер мына жерде мысалы NO3 деген бар, осыған қосам мысалы формулаларды құрастырып жатырмын тұздарды. Купрум жазам, купрум плюс 2-ні көрсетеді, ал NO3 деген менде мына жерде нешені көрсетеді, минусты көрсетеді. Купрумның жоғары жағында 2, NO3-тің сыртынан қаптайды, ал NO3-тің жоғары жағында 2 мына жерге түседі. Сонда менде мынандай формула шығады. Купрум NO3 2 еселенген. Сыртынан қаптап тұрып жазамыз 2 заттың. Бүйтіп жазып қоймаймыз. Купрум NO3 3-тің сыртынан 2-ні бүйтіп жазып қоймаймыз. Бүйтіп жаздың ба, онда форма қате болады. Автоматым жақшаға аламыз. Мына 2 қаяқтан шықты. Мыстың жоғарғы жағындағы 2 деген валенттілік ол NO3-тің аяқ жағына түсті. NO3-тің жоғарғы жағындағы минус 1 ол мыстың аяқ жағына түсті, бірақ көрінбейді. Сонда мынау купрум NO3 2 еселенген болды. Атын атаған кезде бірінші элемент атайсың, яғни мыс. Одан кейін NO3-тің аты қандай, қара? Нитрат. Аты нитрат па, мыс нитраты деп атайсың. Түсініп жатырсыңдар ма, оқушылар? Осы жерге дейін кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарым болса, давайте сұрақ қоңыр, апа мен мына жерді түсінбей қалдым деген сияқты. Мен қазір бір-екі мысал келтіріп жіберейін. Аха. Сосын қалай не орындайтындарыңды түсіндіріп жіберемін, иә? Қазір үй жұмысын ашамын мен файлын. Соған қарап орындайсыңдар. Асықпаңдар, иә? Сөйтіп менде мысалы натрий деген элемент аламын. Натрий плюсті көрсетеді. Натрийдің плюсті көрсететіндігін ерікшіт кесесінің жоғары жағынан қарайсыңдар. Мысалы мен натрийді мына жерге қосам. Мына элементпен қосам. S минус 2-ні көрсетеді. Натрийдің жоғары жағында 1, S күкірттің жоғары жағында 2. Сонда оның күкірттің аяғын натрийдің аяқ жағына түседі. Натрий 2S. Натрий 2S деген форма шығады. Атын атаған кезде бірінші элементті атайсың. Натрий дейсің. Одан кейін барып, мына S-тің атауы сульфид. Натрийдің сульфиді деп жазасың. Міне, атын атау деген осы. Химияда жалпы атын атай алмасаң, есеп шығару өте қиын. Енді бір нәрсені жазып көрейікші. Бағана мен сендерге бір нәрсені көрсеттім ғой басында. Қараңдар. Енді түсінесіңдер. Маған бірінші көрсеткен кезде түсінбеулерің мүмкін. Қара. Мына жерде бүйтіп айтады. Кальцийдің карбонатын қыздырып айырғанда қанша көлем көміртек оксид. Кальцийдің карбонаты формасын жасайық.
Кальций, сен элементті білдіресің, карбонаттың формуласы міне мына жерде тұр. Қара. Мен көрсетемін. Міне карбонат. Міне карбонат қарандар. СО3, яғни 2 еселенген. Осыны сен жаттасаң, сен формуланы құрастыра аласың. Міне, кальций, сенде СО3. Мынау -2, мынау менде +2-ні көрсетеді. 2 мен 2 қысқарып, кальцийдің карбонат деген формула шығады. Кальций карбонатын қыздырып айырғанда деп тұр. Есеп шығару үшін сен формуланы жазалу керексің. Ал егер формуланы қате жаздың, мұнда автоматтың сұрағың бәрі қате болады. Сондықтан оқушылар біз андай бір сабақта барлық базаны қалыптастыру өте қиын да. Қарасаң, 1 сағаттың, уже 1 сағат 40 минуттың өзінде біз әше формула жазуды үйрендік. Енді сендер бұны 100% жазып кете алу үшін мен сендерге тапсырма беремін. Мысалы, мына жерде менде кальций гидроксид деп тұр, оны жазамын. Гидроксидтің не екендігін түсіндіңдер ғой? Кальций OH2. Бұл қаяқтан пайда болды? Кальций менде +2-ні көрсетеді, OH менде -ті көрсетеді. Мына 2 OH-тың сыртынан қаптады да, кальций OH2 деген формула шықты ғой, кальцийдің гидроксиді. Сондықтан есептер шығару ондай қатты қиын емес. Бастапқы базаны дұрыс қалыптастыра алу бізге не екен? Оңай екен. Солай формулалардың бәрін құрастырасыздар. Енді бір мысал келтірейін мына жерге. Мысалы, натрий OH-ты жазам, одан кейін барып мен натрий 2O-ны жазам, одан кейін мен H2SO4-ті жазам, одан кейін калий 3PO4-ті жазам, одан кейін енерге алюминий 2O3-ті жазам, P2O5-ті жазам, H хлорды жазам, одан кейін мен мына жерге кальций СО3 жазам. Енді давайте сендерге сұрақ қоямын. Микрофондарын қосып немесе чатқа жазыңдар. Осы жерден біз жаңа 4 нәрсемен таныстық. Оксидтер, негіздер, қышқылдар, тұздар. Осы жерде мына мен формула жаздым ғой. Осы формуланың ішіне маған қышқылдар тауып беріңдерші. Қышқылдар дегеніміз не? Жаңа мен қышқылдардың бірінші элементі неден басталады деп айттым. H-тан басталады, H2O4. H2O4 тағы қышқыл бар ма ішінде? H-хлор. Сонда, яғни бізде қышқылдар дегеніміз не десе, бірінші элементі сутектен басталады. Ал енді маған оксидтерді тауып беріңдерші. Неше оксид бар мынаның ішінде? Натрий 2O, алюминий 2O, Алюминий 2O. Бар екен, иә? Формулада 3 оксид бар. Уже сендер қышқылды ажыратыңдар, оксидті ажыратыңдар. Енді маған гидроксидті тауып беріңдерші. Гидроксид бар ма? натрий OH. Гидроксид біреу аға, натрий гидроксиді бар. Ал енді мына екеуі неге жатады? Кальций карбонаты. Яғни кальций карбонаты тұзға жататын себебі бұлардың бірінші элементі неден басталып тұр? Металдан басталып тұр және қышқыл қалдығы. Мынау металл, мынау қышқыл қалдығынан тұрады. Қазір сендер бір сабақты көрген кезде, оқушылар осы нәрсені көрген кезде сразу автомат ұмытып қалуларың мүмкін да. Сондықтан мен сендерге қазір чатқа тапсырма жіберемін. Ішінде өте көп орындайтын тапсырма, қышқылдардың формуласын жіберемін. Сондықтан яғни ертеңгі сабақ сендерге түсінікті болу үшін ертең сендерге формула құрастыруды үйретемін. Ал реакция жазу. Бұл жерде біз тек формуланы құрастырып үйрендік қой, ертең мынандай нәрсені жазып үйретемін сендерге, қараңдар. Мысалы, натрий OH-қа H2SO4-ті қосқанда не пайда болады деген. Мысалы, бір зат пен екінші бір затты қосқанда не пайда болады? Сендерге ертең осы нәрсені үйретемін. Сондықтан сендерге бүгін формуланы жазып үйретемін, ертең уже құрастырып үйретемін. Сен андай нәрсені жаза алған адам, ол не істейді деген сөз? Ол автоматом ертең есеп шығарылады, қиналмайды. Бастапқы базасы дұрыс болады деген сөз. Түсіндіңдер ма? Бүгінгі сабақтан кімде қандай сұрақ бар енді, оқушылар? Сұрақтарым болса жазыңдар. Апа, мен мына жер мынандай болды, менде мынандай сұрақ бар деген сияқты. Сұрақ жазсаңдар болады, мен сендерге жауап беремін сұрақтарыңа. Чат бос тұр. Сұрақтарың бар ма, оқушылар? Сұрақ жоқ, түсінікті дейді, бәрі түсінікті дейді. Енді отыз жеті оқушы отыр екен, иә. Ертең дәл осы форматта кіріңдер, енді бір нәрсені қазір чатта ертең сабаққа кірмеген оқушылар, олар уже ертеңгі сабақты түсінбей қалады деп айтты. Енді мен қазір мына нәрсені түсіндіріп өтейін сіздерге, қараңдар. Мен сіздерге мынандай нәрселерді айттым, қайда, міне. Химияны нөлден бастап үйреніп, алғашқы базаны қалыптастырамыз деп айттым. Біз алғашқы базаның бірінші сабағын өттік. Енді 2027 жылға арналған дайындық жоспарын құрамыз деп айттым. Енді 2027 жылы ұбт-ға, яғни жібермеу керек қателіктермен танысасыңдар деп айттым. Химиядан 50-50 балл алуға дайын стратегия, одан кейін ертең біздің қонақ келеді, өзінің опытымен бөліседі, жалпы қалай дайындап, не істелді деген сияқты. Бірақ енді ертең қатты сабақ ұзап кететін секілді көрініп тұр маған. Сондықтан мен сендерге қазір бір 35 оқушы отырсыңдар ма? Нормально жетеді ше. Әркім өз керек оқушылар ғана кіреді ғой. Мына жерде 2027 жылы ұбт-та дайын, яғни энергия 2027 жылға дайындық жоспарын құрамыз деп айттым ғой. Мен сендерге қазір соны 10 минутта құрып көрсете салайын. Соны жазып алыңдар. Иә?
не дейді, оны ертең беремін ғой күнделікті үш оқушыға, вот соны кімге қандай оқушыға бересіз, оны куратор көріп отыр ше, мына чатта белсенді болып отырған оқушыны куратор маған айтады, осы оқушылар деп, оны дәлелдеу үшін жалпы белсенді болғандығы мына записи бар, записini көріп ала салсаңдар да болады. Оны ертең айтамын я толық. Енді қараңдар оқушылар, бізге мынандай нәрсені білу керек, дайындық жоспары бойынша химиядан дайындықты не үшін бастау керек деген сұраққа жауап беремін деп айттым ғой. Енді қараңдар, бізде қазір қаңтар ұбт-ға 5 ай қалды. Мысалы, қаңтар ұбт ертең жалпы мынандай сөз бар ғой, қаңтар ұбт сен қанша балл алсаң, в основном ары қаратып наурыз грант ұбт-ларда алатын балың соған сәйкес, соған шамалас қана болады. Яғни бізде тамыз бар, қыркүйек бар, қазан бар, қараша бар, декабрь, яғни желтоқсан бар, осы 4 айда қазір бізде июль жоқ уже, август бар, августтың уже бізде бүгін 1-і. Одан кейін бізде август 1-ші ай, сентябрь 2-ші ай, мынау менде 3-ші ай, одан кейін 4-ші ай, мынау менде 5-ші ай. Сонда декабрьден кейін бізде не болып кетеді? Январь болып кетеді. Химиядан дайындықты біз не үшін ерте бастау керек екендігіне сендерге ой қалыптастырып кетті. Себебі, мысалы сен кемінде 5-6 айда химияны толық меңгересің. Яғни толық меңгеру деген сөз, бізде химияда 7 сынып пен 11 сыныптың аралығында 60-65 тақырып бар. Соның барлығын нөлден бастап меңгеру керексің. Оның өзіне саған 5-6 ай керек. Ойлана бер. Сен қазір дайындықты бастамайтын болсаң, яғни не нәрсеге үлгермейсің, не үшін дайындықты ерте бастау керексің, соны ұғындырам. Яғни 5 айда химияны 5-6 айда бағанадай толық химияны меңгересіңдер. Ол кезде уже меңгеріп бітем дегенше сенде декабрь болады. Ешқашан андай нәрсені ойламаңдар. Бұрынғыдай ұбт просто так әшейін өте оңай емес. Яғни біз просто тақырыпты меңгереміз, болды, балл автоматтан көтеріліп кетеді, біз жоғары балл алып кетпейміз ешқашан. Біз кезде қазір химиядағы сұрақтар логикалық тұрғыдан күрделеніп кеткен. Сондықтан мына нәрсеге назар аударайық. Біз химиядан бірінші 5-6 айда жаңа жазып өттім. Не істейсің дедім, толық химияны меңгересің 5-6 айда бірінші. Саған бірінші бастап базаны қалыптастырып, бүкіл тақырыпты меңгеріп бірінші үйрену керек. Сен сол тақырыптарды меңгерген екен, максимум 30+ балдан жоғары балл жинауың мүмкін. Егер жақсырақ оқитын болсаң, бірден 40+ балға, 50 балға немесе 45 балдан жоғары балл жинау, ол үлкен еңбекті талап етеді. Егер шынымен сондай балл жинағыларың келетін болса, көбінесе былай айтайыншы, в основном жазда ерте дайындығын бастап, ойланып бастайтын оқушылар, олар келесі жылы жоғары результат көрсететіндер. Мысалы, сендерден алдында дайындығын ерте басып кеткен оқушылар бар. Көбінесе, мысалы, байқайсыңдар ма? Ерте дайындығын бастағандар, олар бүкіл нәрсеге не үшін үлгереді? Мысалы, қара, олар жазда дайындығын ерте бастағандар болатын болса, олар жаздың өзінде қыркүйекке дейін химиядан бүкіл тақырыптардың барлығын меңгеріп тастайды да, қалған айын бәрін практикаға арнайды. Мысалы, қараңдар, сендер 5-6 ай апай лагерьде курсқа жолдама бересіз ба дейді. Негізі курсқа жолдама болғанда, давайте ертең бір оқушыға берейін жолдама, бірақ кешегі 3 күнделікті берем. Яғни мен ондай нәрсе құрастырмадым негізі, жалпы лагерьдің құрамында ондай жоқ еді. Бірақ бір оқушыға давайте құрастырайын. Сондықтан тыңдаңдар. Қараңдар, химиядан дайындықты не үшін ерте бастау керек? Бағанағыдай 5-6 айда бірінші химияны толық меңгересіңдер. Меңгергеннен кейін барып сендерге, мысалы, қараңдар, грантқа түсу үшін 30 балл жеткіліксіз ғой. Химиядан, мысалы, 50 балдың 30 балын алсаң, сен грантқа жетпейсің ғой. Қазір петке түсудің өзі қиын ғой. Сондықтан сендер мысалы тақырыпты есте сақтаңдар. Химиядан бүкіл тақырыптардың бәрін меңгеріп болдыңдар. Меңгеріп болғаннан кейін не нәрсе болады деген сұрақ. Яғни, меңгеріп болғаннан кейін сендер оны өмірде қолдана алу үшін, оқыған, жаттаған, тапсырған тапсырмаларыңды нұсқада орындай алу үшін. Экран ашпай тұр ма? Бір кіріп шыға сау деймін, әдемі. Басқа оқушыларда көрініп тұр походу. Қараңдар, яғни 5 ай химия бітеді ғой сендерде. 5 ай химия курсы біткеннен кейін сендер кемінде, қараңдар, 40+ балл жинағыларың келетін болса, 50 балдың 40 балын жинағыларың келсе, немесе 45 балл, немесе 50 балл жинағыларың келетін болса, сендер мына кезеңдерден өтесіңдер. Бірінші 5-6 ай химияны меңгересіңдер. Мысалы, егер тамызда дайындық бастайтын болсаң дегенді ескереді. Мен кесе опростарыңды оқыдым. Көбісі тамызда, қыркүйекте, қазанда бастағысы келеді деген оқушылар. Егер сен августте дайындықты бастайтын болсаң, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Осы айлардың барлығына толық химияны меңгеріп бітесің. Потом, бір нәрсе есте сақтаңдар, қаңтар ұбт-ға дейін бүкіл тақырыптарды меңгеріп бітірмеген оқушы никак жоғары балл алмайды. Төмен, жаңа жоғары балл алу мүмкіндігі өте төмен. Себебі ойлайсың, қаңтар ұбт-ға дейін бүкіл тақырыптарды меңгеріп бітпесең, сен қашан практика жасайсың, қашан нұсқа талдайсың, қашан қайталайсың, қашан теорияға дайындаласың, қашан контекст шешіп үйренесің. Олардың бәріне уақыт керек, сосын сен жете салмай қаласың. Сосын барып жүресің, андай менде депрессия, менде выгорание, мен шаршап кеттім, оқығым келмейді, 5 пен 5 жағынан қысып жатыр деп сондай нәрселер пайда болады. Ол не үшін пайда болады? Мысалы, қара, бағана айттым, 45, 40, 50 балл жинау үшін химиядан кемінде 50-80 нұсқа талдау керексің. Әшейін просто 5-6 нұсқа емес. О 50-80 нұсқаны үшін талдау керексің. Қара, сен бүкіл тақырыптарды меңгеріп болды. Меңгеріп болғаннан кейін сен бір нұсқа талдайсың, қате кеткен жерін анықтайсың да сонымен жұмыс жасайсың. Нұсқалардың бәрін қайта талдай бергенде автомат ұбт-та келетін нұсқалардың бәрін жаттап аласың сен миыңда. Сөйтіп сенде андай нәрсе болмайды, қиын ше. Яғни мен мына тақырыпты меңгерсем, мына сұрақты шеше алмай қаламын ба деген сияқты нәрсе болмайды. Ойласын, 80 нұсқа талдаған адам, 80 сұрақтың ішінде қара,
80 нұсқа талдасаң, әр нұсқаның ішінде 40 сұрақтан бар. 80-ді сен 40-қа көбейт. 3200 сұрақ талдап тастайсың уже. Соған уақыт керек. Ал сен кемінде айына 12-15 нұсқа талдауға шамаң жетеді. Өйткені сен 5 пәннен дайындалып жүрген екен. Күнде нұсқа талдай бермейсің ғой, дұрыс па? 80 күн ғана бар екен демейсің ғой. Сонда сен, мысалы, январда 12 нұсқа талдасаң, февральда 12 нұсқа талдайсың. Қара, 5 айда сен бітірдің январға дейін. Январда 12 нұсқа талдайсың, февральда 12 нұсқа талдайсың, апрельде 12 нұсқа талдайсың, мынада 12 нұсқа талдайсың. Уже майдың 15-нен бастап сенде грантовты басталып кетеді. Сөйтіп сенде қара, 12, 12, 12, 12, 12-ні сен 5-ке көбейт 60 нұсқа. Сен дәл осы тамыз айында дайындықты бастайтын болсаң, 60 нұсқа талдап үлгересің деген сөз. 60 нұсқа талдасаң, сен смело өзің қалаған балды аласың. 40 бар, 40 плюс балл, 45 плюс бар. Сосын саған міндетті түрде С-ден есептермен жұмыс жасау керек болады. Химияда есептер А деңгейлі, В деңгейлі, С деңгейлі деп бөлінеді. Бірден автоматом С деңгейлі есепке көшіп кете алмайсың, егер А деңгейлі мен В деңгейлі үйрене алмасаң. Одан кейін 60-65 тақырыптың теориясына дайындаласың. Оқушылар, сендер қазір бір нәрсені білесіңдер. Қараңдар, қазір көп жерде бүйтіп айтады, химиядан тек мен саған есеп шығарып үйретемін деп айтады да. В основном оқушылар мынандай 20-25 балда тұрақты түрде қалып келетін оқушылар болады. Қаңтар бітуден кейін. Себебі неге? 60-65 тақырыптың өзінің теориясы болады. Қазір химиядан мынандай нәрсе бар. Мен сендерге ертең ашып көрсетейін, давайте көзбе-көз осы грантовыда келген нұсқаларды. Яғни сен химиядан теориялық сұрақтар өте көп. Мысалы, сен 50 балл алу үшін осының 30 сұрағы сенде теория болып келеді. Теория деген сөз ол есеп емес. Сен оны белгілейсің, оқисың, белгілейсің, ол жаттайтын нәрсе. Ол мынандай. Алюминийдің физикалық қасиеттері қандай? Ол жылтыр, электр тоғын өткізеді, ақ түсті деген сияқты сипаттамалар. Ондайды жаттау химияда өте қиын. Оған саған уақыт керек. Ал егер сен оны жаттамайсың ба, болды бітті, сен бағана 20-25 балда қалып кетесің. 20-25 балл деген сен тек есептер шығарып үйрене аласың да. Ал былайша не істейсіңдер? Теорияны жаттай алмайсың. Теорияны жаттауға қайталауға уақыт керек. Сен қара. Енді бір нәрсені түсіндірейін. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Бұл кезде тақырыптарды меңгердің теорияларды өттің ғой. Бірақ сен ұмытып қалу ықтималдығың өте жоғары. Сен тақырыптарды енді новыйдан меңгерген кезде жаңа ақпарат адамға өте қиын болады қабылдау. Жаттау, ұмытып қалуы мүмкін, ұмытып қалып есте сақтау қабілеті нашар деп айтуы мүмкін. Сол кезде сен автомат мынадан кейін тоқтап қалмау керексің. 5 айда химияны меңгеріп боласың. 5 айда химияны меңгеріп болғаннан кейін сен тағы да қайталауды бастап кету керексің. Қара. Январ бола ма, январда өткен теорияларын қайталайсың. 60-65 тақырыптың теориясына қайталап дайындалу дегеніміз сол. Январда, одан кейін февральда, мартта, одан кейін апрельде, майда, июнда. Осылардың бәріне қайталап үлгересің. Сөйтіп сен қиналмайсың. Одан кейін контекст сәйкестендіру сұрақтарын шешуге керек. Қазір контексттер тек теория келеді. Контекстте, мысалы, контексттік сұрақтарда 5 сұрақ келеді. Сен ол контекст жұмбақ заттар қиын болып келеді көп оқушыларға. Теорияға дайындалмайтын оқушылар өте қиын болады. Сен теорияға дайындалсаң, ол вообще қиналмайсың. Потом, яғни 5 сұрақ сенде теорияға кетеді автомат. Ол теорияға дайындалмасаң еш шеше алмайсың ана контекстті. Потом сәйкестендіру сұрақтарынан 5 сұрақ болады. Ол 2 балдық сұрақ, 15 балл кетті. 50 балдың 15 балл сол жаққа ұшып кетті уже. Қара, 15 балл кетті ма? 15 балдың қалған 15 баллы бар ғой теориясы. Оның бәрі теория болады. Есептен өте күрделі, ең көп олеум, қоспа деген есептер бар. Солар келеді 2 балдық сұрақта. Оған бағанағы мен айтқан С деңгейлі есептермен жұмыс жасау керек деген сол. Өйткені қазір мынандай бір нәрсені айтайыншы, шындықты көп оқушылар бүйтіп ойлайды да. Апай, мен кітаппен дайындала салсам бола ма деген сияқты болады да. Кітаппен дайындалу қазір өте тиімсіз. Кітаппен теорияға дайындалуға болады. Ал бірақ мектеп кітаптарының ішінде бір тақырып өтіледі, бір тақырыптың астында 3-4 қана есеп болады. Ол белгіленген 3-4 есептер келмейді. Ол мектеп кітаптарының артындағы уже ол кітап қашан қай жылы шықты. Яғни оның ішіндегі тапсырмалардың есептері в основном келмейді сендерге. Оның ішіндегі теориясы 100% келеді мектеп кітаптарына, бірақ есептер ол келмейді. Есептер қазір қиналып күрделеніп кеткен, сатылап шығаратын есептер көбейіп кеткен. Бұрын бір реакцияны жазасың, есеп шығарасың, бір реакцияны жазасың, есеп шығарасың, қазір ондай емес. 5-6 реакция жазасың, сосын барып потом есеп шығарасың. Сондықтан сол нәрсеге дайын болыңдар. Ешкім сендерге жаны ашып бұндай нәрселерді айта бермейді. Көбінесе мысалы не бар ғой, жоғары балл қатты жинайтын оқушылар болады ғой. Сендерден совет сұраған кезде ол саған никак қиналғанын айтпайды. Мен оған осылай қиналдым, осылай дайындалдым, мынанша нұсқа талдадым десе саған никак айтпайды. Бүйтіп айтады: "Ой, фигня, ол деген оңай, ерте дайындықты бастап алды, курстарға қатыс, жоғары балл жинайсың" деп айта салады. Сен сөйтіп ойлап қаласың да, потом курстарға қатысың да, ондай емес екенін түсінесің. Көбінесе жоғары балл жинаған оқушылар өзінің қалай қиналып, қалай дайындалып, қалай еңбек еткенін айтпайды никак. Сол нәрсені есте сақтап алыңдар. Сондықтан сосын потом бүкіл тақырыптарды қайталауға уақыт керек болады. Мен сендерге, яғни мына жерде бағана бүйтіп айттым ғой, 2027 жылға арналған дайындық жоспарын көрсетемін деп айттым ғой. Сендер осы кезде тамыздан бастап кететін болсаңдар, осындай дайындық жоспарымен дайындала аласыңдар. Қазір оқып сұрақтарыңа жауап берейін.
инсайттар 180 градусқа өзгертті химия деген ойымды. Апай мен химияны бастап кету үшін неден бастау керек дейді. Егер химиядан деңгейлерің өте төмен болатын болса, в основном өздерің түсінетін мұғаліммен нөлден бастап уже курстарды бастап кету керексіңдер. Енді мен былай айтам, офлайнға көбінесе, офлайнға дайындалатын оқушылар болады, бірақ офлайнның бір минусы болады, апайың түсіндіреді кетеді, сен оны қайталап саған түсіндіріп бермейді, ұмытып қалуы мүмкін. Ал онлайнда сен видеосұрақтарды қайтып қарай аласың, любой нәрсені сұрай аласың деген секілді да. Андай. Сосын бір нәрсеге назар аударыңдаршы, андай сұрай алатын болыңдаршы, қазір уже онлайн дамып кетті ғой. Андай, типа онлайннан түсінбеймін деген нәрсе жоқ. Просто түсінбеймін деген сөз өзің миыңдағы шектеу ғана. Апай сіздерде биорганикалық химия сабақтары бар ма? Органикалық химия теория ұнайды, бірақ биорганикалық химия түсінбедім дейді. Биорганикалық химияны может түсінбей қалған себебі бастапқы базаларың дұрыс емес, может есеп шығара алмайсың, әлде есеп шығара аласың ба? Мен де соны байқадым. Курсыз дайындауға бола ма дейді. Курсыз қандай жағдайда дайындауға болады? Егер өзің бастапқы базаң бар болатын болса, есептерді шығара алатын болсаң, С деңгейлі есептерді мен бүйтеді, курсыз дайындауға, яғни қандай оқушылар болады? Сен 11-ші сыныпқа дейін өте жақсы оқып берсең, қазір пробный тапсырып, 30+ балдан жоғары бал жинасаң, өзің дайындалсаң болады. Ал егер сен қазір пробный тапсырып көріп, деңгейіңді анықтап, ана ішіндегі сұрақтарды вообще түсінбей отырсаң, сен өз бетіңмен оны неге алып кете алмайсың. Өйткені мақұл ютубтарда неше түрлі онлайн мұғалімдер сабақтары бар әрине, бірақ ол жерде ол толық түсіндірмейді никак ол жерде. Мысалы, бүйтіп бір қоспа сабағының өзін түсіну үшін, мысалы, біздің курста оқушылар 10 видео сабақ көреді. О, қоспаның неше түрі бар да, сен соның бәрін үйренбенше, ертең ұбытта бал ала алмайсың. Сондықтан, яғни андай қазір мақұл биологияға дайындалу оңай, бірақ математика пәндер шынымен реально 2026 жыл қиындап кетті. Сол үшін көбінесе көп оқушы қаңтар ұбытта қадалды да, потом барып оянды ғой. Қаңтар ұбытының өзі биыл бізде қиын болды. Қаңтар ұбыты жылда ол оңай болатын еді. Ал енді қазір бір сұрақ, бір нәрсе есте сақтап айтайын. Қаңтар ұбытыдағы сұрақтар, олар грант ұбытыда осы 2026 жылы келген сұрақтар келеді. Сондықтан, яғни 2026 жылға грант ұбытыдағы сұрақтармен нұсқалармен дайындалсаңыз, қаңтар ұбытта жыртып шығасыңдар любой сұрақты. Новый сұрақтар келмейді қаңтар ұбытта. Химияда есептер неге апай 8-9 сыныптан тез күрделеніп кетті прям дейді. Просто мектептің кітаптарында мынандай болып кеткенше, 9 сыныпта бар мәлімет, 10 сыныпта бар, 11 сыныпта бар мәлімет, 8 сыныпта бар, араласып кеткенше каша болып. Сондықтан оны андай реттілікпен өту керек сендерге. Мысалы, мен сендерге қазір 60 тақырыптың несін көрсете аламын ше. Қараңдар, дайындық жоспарына байланысты, мысалы, біздің курста нағыз 5 айды қамтиды, нақты жоспар бар. Бағана мен сендерге айтқан база мына жерде бар. Бірінші айда біз в основном тек оқушылардың есеп шығарып кетуіне назар аударамыз. Мысалы, қазір 30 оқушы кіріп отырсыңдар ғой. Бізде в основном бір потоктың ішінде 40-қа дейін ғана оқушы болады, 30-40 қана оқушы болады. Тура осы эфирге кіріп отырасыңдар да, бүкіл сөйлеп отырасыңдар. Мен мысалы практикалық сабақтарда оқушыларға сөйлетіп шығартамын. Мысалы, не еді Дария деген оқушы отырса, мен айтамын, давайте Дария камераңды қос, мен саған есепті шығартып көремін. Егер есеп шығара алмасаң, мен сені көремін. Сен есеп шығара алып жатыр ма, есеп шығара алмай жатырсың ба? Өйткені көп жерде оқушыларға именно химия пәніне внимание керек. Өйткені андай көп жерде көп 200 оқушы кіреді, ана оқушы бүйтіп отырады да, кетіп түсінбей кетеді химияны. Сол күйі. Ал егер сен сұрайтын болсам, мен оқушылардың түсініп түсінбей жатқандығын қалай меңгеремін, қалай түсінемін. Мысалы, сен қазір неде 30 оқушы отыр да, 30 оқушыға мен былай айтамын ше. Практикалық сабаққа кіремін, потом өзім сабақты түсіндіремін да, сосын есеп түсіндіремін да, 30 оқушы бола ма, 30 оқушыға есеп шығартып көремін. Сен на есепті скринда, сен на есепті скринда, сен мынаны скринда деп айтамын да оқушыларға. Сосын мен көремін мына жерде. Мысалы, Ырышты, Іңкәр, Айтжан бәрі есеп шығарады, ішінде 1-2 оқушы есеп шығара алмай қалуы мүмкін ше. Значит, онда сол оқушылар бастапқы базасы дұрыс емес. Бастапқы база деген сөз, мысалы, қараңдар, мердегі тақырыптар. Бірінші сабақ, екінші сабақ химия кіріспе, бағана форма құрастыру, реакция жазу, реакцияны теңестіру. Осы сабақты дұрыс меңгермеген деген сөз. Значит, мердегі уже келесіден бастап есеп шығарып жатқан, есеп шығара алмай жатқан оқушы, ол мынау дұрыс емес па? Онда ол мына оқушыға мына тақырыпты қайтадан түсіндіреміз деген секілді. Мына тақырып күшті болып меңгеріліп кетсе, мыналардың бәрін түсіну қатты қиындамайды. Вообще. Бірінші ай, екінші ай, үшінші айдың жоспары осындай болады. Әр айда бізде 12 тақырыптан өтіледі. Потом 4-ші айда біз уже органика бастап кетеміз. Органиканы бір айда ғана бітіріп тастаймыз. Қараңдаршы, мына жердегі айтқаным сол ғой. 5 айға жоспар деп тұр ше. 5-ші айда мысалы қоспа есептер деген сияқты осылай барлығы бөліп жіктеліп кетіп жатыр. Жалпы, мысалы, біз оқушыларды осылай бірінші 5 айда химияны дайындаймыз. Мысалы, ертең бізде тамыздың 10-нан 0-ден бастап поток басталады. Сол кезде біз бірінші 5 айда химияны меңгереміз. Тура осындай план береміз оларға. Жаңа сендерге көрсеткен сияқты август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь олар меңгереді. Потом қаңтар ұбыты кезінде бір ай практика жасап үлгереді. Январь, февраль, март, апрель, май. Майға дейін дайындалады. Июнь мен июльда уже ұбыты басталып кетеді. Қара, 5 айда осы тақырыптардың бәрін меңгеріп шығады. Меңгеріп шыққаннан кейін жалпы біз оқушыларды 2 рет былай жіктейміз. Қазір жауап береміз сұрақтарға. Міне, оқушылардан пробный аламыз. Көбінесе в основном өзі оқымай жүрген оқушылар болатын болса, дым ештеңеге қатыспай жүрген оқушылар болатын болса, олар жалпы төмен бал алады. Ол жаңағыдай 30+ балдан төмен бал алады. Егер 30+ балдан жоғары бал алатын болса, біз оқушыларды жіктейміз. Өйткені әр оқушыға әртүрлі подход жасау керек. Яғни деңгейі жоғары оқушы, деңгейі орташа, жақсы білетін оқушылар деп жіктейміз курсты. Сосын, яғни 30+ балдан 5 айдан кейін 30+ балдан жоғары бал жинап мүмкіндіктері өте жоғары. Яғни 30+ балдан жоғары бал жинайтын оқушылардың бәрін прайм платинаға өткіземіз. Ол жақта біз үздік оқушыларға арналған топ болады. Уже 30 деген сөз қатты үздік емес, ол орташа деңгейде ғой. Біз оны 50+ балға дейін жеткіземіз оқушылардан. 40+ балдан 45+ соларға жеткіземіз. Олар қалай жетеміз? Бағанағы
мен айтқан, яғни аптасына 2 рет теория зачет тапсыру болады. Өтіп кеттік қой тақырыптарды, ұмытып қалуы мүмкін ғой, соны куратор сұрап отырады сенен. Бүкіл тақырыптар. Сосын эксперттермен тікелей эфирлер болады. Мен өтем тағы да Ұлпан деген апай бар, сол өтеді. Сосын аптасына 3 рет нұсқа талдау болады. Бағанағы нұсқа талдау айтқан. Бізде бірақ ол қандай нұсқа талдау айтайын. Мен осы жылы таңғы нұсқа талдауларды бастаймын. Всегда мен оқушылар біледі, көбінесе оқыған, всегда біз таңда нұсқа талдаймыз. Қазір оны түсіндіремін, қандай екендігін. Одан кейін ВС-ден тапсырмалар жасаймын және ең соңында ұбт-ға бір айға кезде кітап талдаймыз. Уже кітап талдау, бүкіл база талдау бар. Себебі неге жалпы біздің курстың құрылымында арнайы дайын база бар, оқушылар жаттайтын. Ол бүкіл мектептің кітаптарынан жинақталып құрастырылған. Ол оқушыларға өте ыңғайлы, оқушылар конспект жазып көшіріп, ой, уақытым жетпей жатыр деген сияқты проблемалар бізде не істемейді, болмайды. Бағана мына ғой, міне қараңдар, мына жерде 50-80 нұсқа. Жалпы біз осы жылға 100 нұсқа пландадық. 100 нұсқа таңертең болады, оны өзім өткіземін. Ол қалай болады? Енді назар аударыңдар мына жерге. Мына таңғы 100 нұсқа талдау курсы бар біздің курста. Ол ертең мен қазан айынан бастаймын. Қыркүйекте кәдімгі бізде нелер жүріп отырады. Қазан айында жалпы былай болады, таңғы 5-те тұрамыз. Оқушылар 5 пен 6-ның аралығында бізде не істейді? Бір нұсқаны талдайды. Бір нұсқаны талдаған кейін артынан 6 мен 7:30-ның аралығынан дейін мен сол нұсқаны автоматом талдап көрсетемін. Таңғы 100 нұсқа талдау деген сол. Сен ол кезде таңда тұрып үйренесің, потом қаңтар ұбт-ға дейін қандай нұсқалардың келетіндігін көресің, нұсқа шешіп үйренесің, контекст шешіп үйренесің, сәйкестендіру сұрақтарын шешіп үйренесің, бір жағынан тақырыптардың бәрін меңгеріп жүре бересің деген секілді. Сондықтан осы жылы, яғни былтыр біз нұсқа талдауды өте көп өткіздік, аптасына 6 реттен, яғни біз уже оны таңғы форматқа өзгертіп жатырмыз. Таңда да өтетініміз, кешке де өтетініміз, тоқтаусыз өте беретін едік ше. Сондықтан біз осындай форматты қостық. Қазір бізде тамыз айына тіркелген оқушылардың барлығына осы нәрсе тегін беріледі. Жалпы бұлар 50 мың теңгеге қатысқан талай оқушы. Біз яғни именно қаңтар ұбт-лардан бастап нұсқа талдау өткіземіз. Жалпы курсқа тіркелген оқушылардың барлығы бұған қатысады. Бағана мен айттым ғой сендерге, грант ұбт-та келген нұсқалар қаңтар ұбт-та қайталанады. Біз сол грант ұбт-та нұсқалардың барлығын қаңтар ұбт-ға дейін талдап тастаймыз. Уже сендер автомат қаңтар ұбт-та қандай сұрақтардың келетіндігімен уже толық дайын бола аласыңдар деген сөз. Енді жалпы яғни курстың құрылымы бойынша курс арнайы платформада өтеді. Яғни ешқандай уайымдамай ақ қойсыңдар болады. Видеосабақ тұрады, астында дайын чек-листтер, дайын жұмыстар, конспекттер барлығы тұрады. Сосын тест форматында тұрады. Сосын курс платформаның бір ерекшелігі, сен тест орындағаннан кейін, егер тестті орындамай келесі сабаққа өте алмайсың. Сол үшін сен қиналып болсын ана үй жұмысын орындау керексің. Сосын біздің курстың ең маңызды айырмашылығы, біз практикаға өте көп назар аударамыз. Сосын яғни курстағы айырмашылық, яғни курста басқа мұғалімдер бермейді, мен өзім беремін сендерге. Мысалы көп яғни курстарда андай нәрсе да, яғни сен ойлайсың курсқа жазыласың, потом басқа әшейін кураторға сабақ беру мүмкін деген сияқты да. Сондықтан мен сендерге практикалық сабақты өзім өткіземін, өзім көремін, кім қалай оқып жатыр, не істеп жатыр, нәтижелеріне жауап беремін. Курс арнайы платформада өтеді, аптасына осы платформадан 3 видеосабақ көресіңдер. Мына жерге назар аударсыңдар. Мына видеосабақ астында тапсырмасы, астында тесті тұрады. Барлығы бір жерде жинақталып тұрады. Потом біз одан кейін не істейміз? Одан кейін біз жалпы тікелей эфир болады. Бізде аптасына 2 рет тікелей эфир болады. Бастапқы кезеңде біз 5 химияны бітіремін дегенше практикалық эфирлер аптасына 1 болады. Практикалық эфирлерден не үйренеміз? Нұсқа талдауды үйретемін. Қалай оңай әдістермен үйренеміз. Потом контекст талдау деген болады. Жұмбақ заттар деген өте қиын, соны шешуді үйретемін. Одан кейін барып сәйкестендіру сұрақтарын шешуді үйретемін. Қалай көп балл жинаймыз, соны үйретемін. Потом қатемен жұмыс тікелей эфирлер болады. Мысалы, аптасына 3 рет жаңа видеосабақ көрдің ғой сен. Сол видеосабақты көргеннен кейін сенде міндетті түрде, яғни есептелген сұрақтар туындауы мүмкін. Сол кезде саған қатемен жұмыс эфирде кіресің, тура осылай 30 оқушы кіріп отырасың да, апай мен үй жұмысы бойынша мына есепті түсінбей қалдым. Осыны маған түсіндіріп бересіз бе деп сұрайсың. Ол саған түсіндіріп береді. Солай. Яғни андай емес та, отырып тек қана бүйтіп апай сөйлеп әшейін кетіп қоймайды. Сосын нұсқа контекст талдаулар болады. Мынаның уақытын алдын ала біз ескертіп отырамыз. Именно жалпы тікелей эфирлердің форматы осындай болады. Одан кейін біз жалпы курстың кураторлық қадағалауын түсіндіреді. Енді көп жерде кураторлық қадағалау просто так мынандай. Сен қадағалайды, мотивация береді, тапсырмаларын қадағалап, сенімен әңгіме айтып күліп отырады. Курста ең маңызды біздің кураторлардың талаптары қандай? Біздің химия пәні ол есеп шығаратын пән болғаннан кейін кураторлар ең міндетті түрде сенің үй жұмыстарыңды дұрыс тексеру. Үй жұмыстарың енді платформа автомат тексеріп, қатемен жұмысыңды қай жерден қате кеттің бәрін шығарып береді. Бірақтан сенен мынандай сұрақ туындайды. Мысалы, ойлашы, бізде үй жұмыстары өте көп деп айтқан себебім сондай. Мысалы, саған 70 үй жұмыс берді да, сол 70 үй жұмыстың 60-ын шығардың сен. Сосын 10 есеп сен қате шығарып қалдың мысалы. 10 есепті саған куратор жазады жекеңе. Немесе чатқа жазады. Сен 10 есепті қате шығарыпсың дейді да, соны видеомен түсіндіріп жібереді саған. Сенде уже андай қатты қиындық туындамайды. Саған бүйтіп голоспен саламатсың ба Елнұр, есеп мынандай болады деп айтпайды. Сен сұрайсың, мен мына есептерді шығармай қалдым, осыны маған видеомен жазып түсіндіріп жібересіз бе дейді, саған жазып түсіндіреді. Кураторлардың ең маңызды айырмашылығы сол, кураторлардың барлық автоматты есептер шығарылады. Өте білімді, өзімізде оқыған кураторлар. Андай емес, типа сен кураторға жазасың, кураторың өзі есеп шығарамайды, сен есеп шығарамайсың, екеуің қашап отырсың, ондай нәрсе болмайды. Потом аптасына кураторға 1 рет ауызша зачет тапсыру болады. Бұл бағанағы теорияны бекіту мақсатында. 3 сабақтың теориясын өткізесіз. Потом 2 аптада 1 рет жазбаша, яғни зачет болады. Бұл жазбаша зачет қандай? Мысалы, сен 2 аптада 6 тақырып өтесің. Осы өткен 6 тақырып бойынша сен қалай меңгеріп жатырсың? ұбт-та келетін именно осы жазбаша зачеттардың ішінде грант ұбт-тың сұрақтары болады.
біз сол үшін аламыз жазбаша зачетті. Google Meet'та отырып, осылай кәдімгі автоматпен тапсырасыз. Потом айына бір рет кураторға айлық зачет тапсыру. Айлық зачет тапсыру енді сәл қиындау болады. Өйткені біз оқушыларды қатты қинаймыз. Қинаған кезде ол теорияға дайындалу керек. Қара, бір айда сен 12 тақырып өтесің ғой, 12 тақырыптың теориясы болады. Соның любой жерден сұрақ қояды саған. Сен уже теорияға дайындалмай оқымаймын деген сияқты нәрсе болмайды. Уже сен қараш, бұлар не үшін сен теорияға дайындалып мықты болатын болсаң, сен автоматын балды көтеріп аласың. Мысалы, қазір 3 айда оқушылар 30, 35, 38 балл жинап отыр, өйткені олардың теориялары мықты ше. Олар әлі өтпеген тақырыптары бар да, өтпеген тақырыптардың тақырыптарын есептен шығармайды, бірақ олар осы күнге дейін өткен теориялардың барлығын күшті қылып жаттап алған, уже теориялары мықты болған екен, автомат балл көтереді. Бағана айттым ғой, 50 балдың 30 баллы ол теорияға кетеді деп айттым. Сондықтан, яғни сендерде қатты проблема болады. Сосын кураторлық қадағалау, яғни сендерде осы не болады? Енді уақыттар болады, оның кураторлық қадағалау сағат 1 мен түнгі 22. Жоқ, мен куратор болмаймын, мен сабақ беремін ғой кәдімгі. Куратор бөлек болады. Куратор біздің оқушылар, олар бізде оқыған 1-ші курс, 2-ші курстың, яғни нелері, жалпы тілектер 10 тамыз күні поток басталады. Жалпы курстың құрылымы осындай. Шынымен дайындалған келетін болса, енді мен мынандай нәрсені айтамын, тек бәрін келіп мен курсымды сатып алыңдар деген сияқты нәрсе айтпаймын. Өйткені сен бүгінгі сабаққа қатысып, менің жалпы түсіндіру форматымды түсінсең ғана, шынымен курсты сатып алып оқысаң болады. Яғни сен ол кезде ары қарай курстың сабақтарын түсініп кетесің деген сөз. Көбінесе, яғни мынандай нәрсе болады, тегін сабақтарды көп жерде өтеді да, саған жерде просто так ол сабақты түсінбейді, курсты сатып алсаң мүмкін, потом ары қарап түсінбейсің ше. Сондықтан бағанағы мен бір нәрсені айтқаным, маған жалпы қандай оқушылар керек, мен сабағымды түсінетін ғана оқушылар керек. Сондықтан бүгінгі видео сабақ, жалпы мен түсіндірген сабақтар саған түсінікті болса, саған курсқа қатысуға болады деген сөз. Жеке кураторым болғым келді. Жоқ, біздің кураторлар өте мықты, Ақерке кураторлар, Дариға кураторлар қатты қадағалайды. Сондықтан мен сендермен чатта өзім сөйлесем, андай болмайды ше. Апай, сіз өзіңіз жоқ болып кетпейсіз ба деген сияқты нәрсе болмайды. Мен чатта оқушылармен боламын, оқушылар менің номерімді біледі, мен жекемен де жазылады деген сияқты. Ане не болмайды, кәдімгідей біз айтып тұрмық, чатта 40-қа дейін, 30-ға дейін оқушы болғаннан кейін қатты андай чатта көп емес та оқушылар, олардың барлығымен байланыс орнатамыз, сөйлесе аламыз деген секілді. Жалпы, яғни курс бағанағыдай 10 айды қамтиды ғой. Сендерге датасымен бірге көрсеттім ғой. Міне 1 август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 5 ай ма? Мына жақта да тағы сендерде майға дейін, май аяқтан 5 ай барлығы, яғни 10 айды қамтиды. 10 айға жалпы курстың бағасы бізде 80 теңгені құрайды. Қазір жазғы жеңілдікпен жүріп жатыр. Яғни 10 айға есептейтін болсаңдар, курстың бағасы айына 8 теңгеден ғана болып тұр ғой. Сендер осының бәрін аласыңдар, эфирлердің бәріне қатысасыңдар. Яғни жылдың соңына дейін до конца оқисыңдар кәдімгідей. Ондай кәдімгідей мен прямо эфирде қалай көріп отырсыңдар, тура ертең тікелей эфирлерге де тура сондай форматта келесіңдер. Мен сендерге дайындық жоспарын жібердім, тақырыптардың қандай болатындығын көрсеттім. Енді ертеңге жалпы ертеңге тегін сабақта менің Инноват деген оқушым кіреді. Оңтүстік Қазақстан облысының түлегі осы Сарыағашта өтін. Сарыағашта ма, Шымкентте ма, сондай. Бұл оқушы жалпы химиядан 0-ден бастап келген бізге 10-ші сыныптың аяқ жағында тура осындай уақытта келген, маусымда келген, маусымның 1-іне келген, ұбт-тан 44 балл жинаған. Кәдімгідей 0 болып келген, формула ештеңе жазып білмейді. Мен сендерге жаңа формула құрастырып өттім, сонда ештеңе білмейді, бірақ 126 балл жинады. Ол бірақ теориямен күшті дайындалды да, ерте дайындалды. Күнде бірақ бұл оқушының бір айырмашылығы, ол менімен күнде сөйлесе береді ше. Мысалы айтады, абай мен түсінбей жатырмын, мынаны істемей жатырмын дейді да. Сөйтіп ол андай бағанағы мен сендерге қатысып жатқаным ше, сұраңдар деген, сол андай онлайн курсқа қатысқан кезде сендер андай ұялмай, сендер ешкім көріп жатқан да жоқ ше, ұялмай сұрай беретін болсаңдар, сендер автоматом онлайн курс сабақтарды түсініп кетесіңдер. Ал егер сен бересің да, бір сұрақ түсінбей қалдың, я куратордың ешкімнен сұрамайсың, өзің ішіндегі сұрағың өзіңе қалып кетеді, ештеңе түсінбейсің, сен өмір бақи сөйтіп қалып кетесің. 26 балл жеп, бірақ енді бұл оқушы медицинаға түсем деген сияқты план болған ше, ертең айтып береді, короче. Ертең осы оқушыны шақырамын, өзінің планын айтады. Биологиядан сұрасаңдар болады, 46 балл жинаған деген сияқты, бірақ химиядан 44 балл жинады ше. Наурызда да өте көп, қаңтарда бұл уже жазғы дайындығын бастағаннан кейін, қаңтарда қанша жинады? Қаңтарда 41 балл жинады, походу қателеспесем. Сертификаттарын жіберемін, сұрасаңдар болады, номерін беремін, номерін сұрап, қалай дайындалдың деп сұрасаңдар да болады, чатқа жазыңдар, мен сосын номерін қалдырып ұмытып кетсем. Ертең давайте маған осы оқушы кіреді, потом ертең мен сендерге әлі 50-50 балл алуға қалай аламыз, осының жолын көрсетемін сендерге. Сондықтан ертең эфирден қалмаңдар. Өйткені ертең мен грант ұбтының бір нұсқасын ашамын да, сұрақтар қалай келеді, көздерімен көрсетемін. Сондықтан біз ертең осылар талқылаймыз. Ертең дайын жоспармен чек-лист жіберемін. Потом не істейсіңдер? Осы бастапқы 2 күнде базаларыңды толық қалыптастырып кете аласыңдар. Мысалы, мына оқушылардың барлығы 49 балл жинаған, яғни 40 балл, 41 балл, 46 балл жинаған осылардың барлығы бағанағы мен айтқан прайм платинада болған оқушылар. Міне, мына прайм платинада болған. Прайм платинада уже сен не істейсің дегенде, бұл оқушылар бағанағы 80 нұсқаны талдаған. Осы жылы бізде 80 нұсқа болды да, сол 80 нұсқаны талдап бітірген оқушылар. Біз осы 2027 жылға 100 нұсқа пландап жатырмыз. Сендер талдайсыңдар деген сөз. Егер курс туралы ақпарат білгілерің келсе, 10 тамыз күні басталып менеджерге жаза берсеңдер болады. Бөліп төлеу барлығы қарастырылған. Мен қазір үй жұмысын чатқа жіберемін. Чаттан аласыңдар, тапсырмасын беремін, ертең орындап келесіңдер. Слайдты жіберемін, я? Аха, платформа я платина.
апай сіз 10 сыныптан бастап оқыта бересіз ғой дейді. Негізі 10 сыныптан бастап дайындалсаңдар вообще күшті боласыңдар ше. 10 сыныпта в основном қазір арамызда 10 сыныптар болатын болса, пәндерге дайындалыңдаршы. Именно биология шеберін дайындық жасап кетіңдерші. Сөйтіп вообще қиналмайсыңдар 11 класста. Түсіндір ма? Болды ғой, иә? Егер курс туралы ақпарат алғыларың келсе, осы менеджерге жазыңдар, қазір менеджерді WhatsApp-қа белгілеп кетемін, чатта да бар ше. Ертең уже соны жалғастырамыз. Біз қазір уже 1 сағат 40 минут отырыппыз ше. Қазір мен үй жұмысын жіберемін. Егер мына запись керек болатын болса, мен записьті ертең жіберемін, иә. Мынау қазір айналып болған соң сақталады да, Google Meet'ің записі. Түсінікті ма?